Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін Атырау қаласында орналасқан қарттар үйіне келіп жатырық. Осы мекеменің жалпы қалай жұмыс жасайтынын, іште қанша адам бар екенін, тұрғындардың жағдайы қандай екенін, сонымен танысып, жалпы халықты таныстырам ба деген оймен келіп жатырмын. Қазір осы жердің, осы мекеменің қызметкері, есіміңіз? Турсина Ханнат Нұралықызы. Ханнат Нұралықызымен қазір бір танысып өтейік. Жалпы осы мекеменің жағдайы жөнінде. Ханнат апа, келісім бергендеріңізге рахмет. Біріншіден, бұл енді үкіметтік мекеме болып саналып отырсыз ба? Мемлекеттік мекеме, акиматқа сондай жерлерге қарайды. Бұндай жерлер негізі көп рұқсат бере бермейді түсіруге. Сіздерге көп рахмет рұқсат бергендеріңізге. Енді бұл жерде жалпы қазіргі уақытта, қазіргі таңда қанша адам бар? 98 адам осының ішінде жатыр, иә? Күнделікті күні түні осында жатады. 70 адам. 70 адам. Оның ішінде 28 әйел адам. Бұл кісілер постоянно осында жату керек пе, әлде келіп кететіндер де бар ма? Жоқ, постоянно осында жатады ғой. Ол кісілер қабылданған адамдар. Оның ішінде бір ағайын туысына барып келем десе, жылына бір рет демалысқа барып келуге болады. Бір ай көлемінде арызын жазып. Сосын кез келген уақытта бір туыстарына барып келем дейді, я бір шаруаларына арыз жазып, неше күнге, бір күнге, екі күнге өздерінің жұмыс нелеріне қарай, жағдайларына қарай арыз жазып, осы жерден сұранып, біреулер туыстарына барып келеді, барып келуге болады. Жалпы арызын жазады, тіркеледі, барып келеді. Оның ішінде тек олар ешқайда бармайды, ешқайда сұранбайды, сондай емес. Иә, өздерінің өзі жүріп тұра алатын кісілер. Сосын кейбір енді кішкене көмекке қажет ететін адамдар болса, үйлерінен адамдар, туыстарын, ағайындарын, достарын, көршілерін шақырып, ол кезде ол кісілер келіп, өзінің міндетіне алып, манағы өтінішті жазып, мен осы кісінің осындай шаруасына алып баратырмын деп, бірге ілесіп жүруге, алып кетуге болады. Жалпы кез келген адам келіп алып кете ала ма? Мысалға бір іште жатқан адамдарға бір тамақ іштіріп апарып бір жақсы жерден, немесе бір көңілін көтеріп қайту үшін сұрап алып кете ала ма кез келген адамды? Жоқ, кез келген адам болғанда енді танымайтын адамға бермейді ғой. Міндетті түрде танысы, ағайыны, туысы болу керек. Ағайыны, туысы болып, сосын басшының атына заявлениесін жазып, қолхатын алып сөйтіп қалады ғой. Енді ол кісі былай қарай шыққаннан кейін бір нәрсеге ұшырап қалуы мүмкін. Сол кісі енді мойнына алады ғой өз жауапкершілігіне. Жоқ, мысалға бір кәсіпкерлер немесе бір жақсылық жасағысы келетін адам келіп, мысалға маған бір екі қарт адамды берсеңіз, мен сол кісінің бір көңілін көтеріп 2-3 сағат қыдыртып алып келейін дейтін болатын болса, мысалға. Иә, ондай жағдайлар бар, кәсіпкерлер бізді мейрамханаға шақырады. Иә, онда осының ішінде жүре алатын, өзінің несімен, мысалы, барам дейтін адамдар, әдейі көлікпен, осының ішіндегі автокөлік бар біздің, я болмаса өздері әкелуі мүмкін, мейрамханаларға апарып, өткізілетін концерттерге, барлық көрмеге болсын, театрға, концерттерге болсын, сондайларға апарып, оны алып келіп жүр. Біздерден де қасына мейірбикелер қосылады, әлеуметтік қызмет жөніндегі мамандар, енді қолдарына мүмкін ол жерге барғанда ауырып қалуы мүмкін, сол өздерінің бикістермен солай барады сопровождениемен, ілесіп жүрумен. Жалпы жас аралары қандай бұнда жатқан кісілердің? Ең жасы мен ең кәрісі? Ең жасы осы Саша Чичин деген бар, 88-ші жылы. 88-ші жылы? Мүгедектер де бар ғой бізде. Мүгедектер мен қарттар. Қарттар үйі дегеннен тек қана қарттар деп ойлаймыз ғой? Жоқ, мүгедектер бар ғой. Мүгедектер. Ол Махамбет ауданының азаматы. Кезінде енді суға түскен кезде, Махамбет суға түскен кезде жұлынына, ортқасына әсер еткен ғой, суға секіргенде. Судан осында арбаға таңылған. Ағайын туыстары жоқ сондай ғой? Жоқ, ағайын туыстары болғанмен, былай қарындасы, сондай апалары, әке-шешесі қайтқан өмірден өткен. Осыншама ауыр не істегеннен кейін мамасы, анасы біраз жылдарға дейін үйде ұстаған, Махамбет ауданының өзінде. Біздер үйіне бардық, ілесіп бірге. Аудан әкіміне бір шаруалармен барамыз.
сонда барғанда үйін көрдік, қазақ үй екен, Махамбет ауданында. Бірге осының ішіне машинамен апарды, көлікпен үйіне ілесіп бардық. Сосын анасы өмірден өткеннен кейін енді тұрмысқа шығып кеткен, манағы апа қарындастары, иә, сосын баға алмағаннан кейін осында әкелген. Жасы ең үлкен адам қандай? Жасы ең үлкен адам енді 90-ға жақындап қалған адамдар бар бізде. Анна Лубина, Анна деген үлкен кісі, бірінші этажда қазір. Үлкен кісілер, 90-ға жақындап. Сіз қанша жыл болды мұнда жасап отырғаныңыз? 15 жыл. 15 жыл. 15 жылда бірталай жағдай көрген боларсың. Мұнда жалпы адамдар қалай түседі? Бір тәртіп бар ма, бір барып тексерістер бола ма? Стандартпен жұмыс жасаймыз ғой біздер. Стандарт, 263-ші нөмірлі стандарт деген бар, осы мына әлеуметтік салада қызмет көрсетілетін стандартпен бұйрықпен жұмыс жасаймыз. Енді 230-ші бұйрық деген бар, 263-ші бұйрық деген бар. Стандартқа сай жұмыс жасаймыз. Оның ішінде 8 қызмет түрлері көрсетіледі. Біріншісі медициналық қызмет. Медициналық қызмет мына кісілердің денсаулықтарын тексереді. Осында жатқан адамдарға? Иә, осында жатқан адамдарға. Сосын екіншісі психологиялық. Бізде психологтар жұмыс жасайды. Иә, бір толық психологта, бір 0,5-та 2 қызметкер жұмыс жасайды. Иә, осылармен сөйлеседі, әртүрлі шаралар өткізеді. Иә, осының ішінде мына неде сосын мәдени қызмет деген бар ғой. Сол мәдени қызмет бар, мәдени қызметкер бар, ұйымдастырушы мәдени қызметті. Мына ішінде праздниктерде неше түрлі концерттер болады. Түрлі бәрін көріп жатсыздар ғой, мерекеге байланысты. Осы бүгінде бана түске дейін болып кетті, бір концерт қазір түс қайта болады. Иә, көріп қатынасуларыңызға болады. Мекемелерден, барлық мекемелерден келеді. Сосын демеушілер келеді, кәсіпкерлер келеді, мереке сайын. Енді ертең Құдай қаласа, енді сенбі күні бірінші алғыс айту күні деп жатыр ғой. Соған бүгін мерекелік шаралар өткізіліп жатыр. Алғыс айту күні, ертең 8-ші наурызға, манағы 22-ші наурыз мерекесіне, барлық мерекелердің бәрінде барлық мекеме, мектептерден келеді оқушылар. Өздерінің сазды бағдарламаларымен колледждер келеді, институттар келеді. Барлық осы Атырау қаласындағы барлық мекемелер келеді. Мекемелерден демеушілер болып. Бұларға әртүрлі сыйлықтарын әкеледі, қолындағы барларын. Концерттік бағдарламамен келеді, көңілдерін көтереді, би билейді. Соның ішінде психологтармен мәдени қызмет, психологиялық қызметті айттық, мәдени қызметті айттық. Еңбек терапиясы деген бар. Мына бірінші қатарда еңбекпен іс машинасы бар әйел адамдарға. Сол тоқу, бисермен жұмыс жасау, моншақтармен. Сосын манағы сурет салам десе, барлық тігу. Әйел адамдар жақсы тігеді, ер адамдарға? Ер адамдарға да сол енді, ер адамдардың да негізі бір кабинет ашамыз деп сөйтіп жоспарлап отырған. Ер адамдарға кішкене құрал жабдықтың түрлері шамалы болып тұр. Ер адамдар жұмыс жасайтын, ақшпен жұмыс жасайтын, не болмаса бір аяқ киім жөндеу сияқты. Бәрі әзірге ашылған жоқ, бірақ жалпы жоспарда бар. Сондай ер адамдардың далада енді есіктің алдында қардың кезінде ер адамдар шығып қар күреп, сосын сыртта ер адамдарға айналысатын әйел адамдар да барады. Бізде нелер бар, тауықтар бар, үй тауықтар. Аулада, сыртта салынған кішкене шағындау. Соған әйел адамдар да, ер адамдар да, сосын көгершіндер бар. Әртүрлі қолға үйретіледі. Сонымен Мұратов Кенжебай деген аға көп жылдан сол көгершінмен айналысады, бос уақытында. Ұшырап, жем-суларын салады. Ермек, Гармс деген қызмет алушымыз бар. Жалпы біздер қарттарды қызмет алушы деп айтады, стандарттың несіне сай. Қарттар бұрын қарттар мен мүгедектерге арналған интернат үйі болды ғой. Қазір енді соның ізінде арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету нөмір 4-ші орталық болып өзгерді ғой. Барлық орталықтардың бәрі, Сарайшықта психоневрологиялық осындай бәрі сол, олар нөмірі 1-ші болып. Халықтың арасында қарттар үйі болып қалады ғой. Қарттар үйі болып қалады ғой, жалпы несін айтып жатырған. Әртүрлі қызмет түрлері бар, манағы оның ішінде толықтап айтып кетейін. Экономикалық қызмет түрі бар. Сосын мана психологиялықты айттық. Еңбек терапиясын айттыңыз. Педагогикалық деген бар, енді бұл бізде жоқ. Құқықтық деген бар, сосын юрист айналысады. Мына неміз, заңгеріміз. Іште сондай, біз енді педагогикалық деген бізге жатпайды, бірақ басқа мекемелерге болады ғой.
18 жасқа толмаған мекемелер бар ғой бізде де. Мен жеті қызмет түрімен айналысамыз. Әрбір мамандары бар. Жалпы мына стандартқа сай қалай жұмыс істейсіздер? жоқ, жаңағы сұрақ бойынша адамдардың мында түсу процесі жалпы. Кейбіреулер үйден алып келеді. кейбіреулер балдары әкеліп тапсыра ма, әлде туыстары хабар бере ма, мына кісіні алып кету керек деп, әлде өздері хабарласа ма? Алып кету керек демейді, ол манағы қалалық горсовет деген бар ғой, қалалық совет. Соған өздерінің тұрғындары бойынша әрқайсысының адамдары сол горсоветке хабарласады. Кім хабарласады? Туыстары ма? Иә, туыстары болсын, көршілері болсын, сол бойынша соларға өтініш түседі, барып. Мына кісінің халі нашарлап жатыр, ағайын тумасы қайтқан деген сияқты. Сол бойынша сол қалалық жұмыспен қамту горсовет. Сол қалалық жұмыспен қамтуға хабарласады. Соны өздеріне енді олар да бұрыннан да жеке жалғыз басты тұрғын болғаннан кейін әлеуметтік қалалық қамтумен жұмыспен қамтудың жағынан әлеуметтік қызметкер деген бар ғой. Әлеуметтік қызметкерлер сол жалғыз басты кісілерге қарайды. Сол жалғыз басты кісінің мен мында жалғыз өзім тұра алмаймын деген өтінішіне қарай сол кісіні әлеуметтік қызметкер хабарлайды қалалық жұмыспен қамту бөліміне. Осы кісінің өтініші бар, қалалық нөмір 4-ші арнаулы қызметтер көрсету орталығына барғым келеді деген. Сол бойынша сол әлеуметтік қызметкер қалалық жұмыспен қамту арасында барлық құжаттардың бәрін жинақтайды. Медициналық справкасы бар, дәрігерлік медициналық карта. Сосын оның акт жасайды, жалғыз бастылығы жөнінде зерделеу актісін жасайды. Осы кісінің туысы жоқ, осында қарттар үйіне апару керек, өткізу керек деген сияқты. Сол жұмыстарының документтерінің бәрі толып болғаннан кейін сол қалалық жұмыспен қалалық жұмыспен қамту бөлімінің қызметкерлері әкеліп осында жолдайды. Оны қалалық әкімінің несі шығады. Түсінікті. Енді сіз 15 жыл жұмыс жасадыңыз, сол 15 жылдың ішінде мысалға болды ма өз ата-анасына әкеліп тапсырғандар, тірі баласы бар адамдар бойынша болды ма? Оны кездестірген жоқпын. Негізі стандартқа сай өзінің баласы болса, егер ол кісілер заң арқылы не берсе, заң арқылы отказ деп айтады ғой. Заң арқылы балдары да? Иә, балдары заңның шешімі арқылы бас тартқан жағдайда онда қабылданады. Егер ол баласының өзі де тірі бар, бірақ мүгедек болуы мүмкін. Баласының өзі бар, бірақ өзі бас бостандығынан айырылған болуы мүмкін. Болмаса шетелде тұруы мүмкін, әртүрлі. Ондай жағдайды айтқан жоқпын. Ондай жағдай жақсы енді, бірақ кәдімгі қол-аяғы сау ондай жағдайды кездестірген жоқпын. Сосын екінші жағынан ондай алып келсе де қабылдамайсыздар да? Иә, алып келсе де заңға стандартқа сай келмейді ғой енді. Оның баласын әкелуге болмайды ғой. Қабылданбайды ол. Стандарттағы документ жинағанда. Демек ол өтірік әңгіме да, балдары тірі жұмыс жасап жүр, ата-анасын қарттар үйіне тапсырды дейді. Кездестірген жоқпын. Сосын екінші жағынан қалай келеді деген сұрағыңыздың екінші жағынан да тағы жауап беріп кетейін. Бізде белгілі бір тұрағы жоқ әлеуметтік мекеме бар ғой тағы да. Оны адаптация деп айтады. Лесхоз 7-де бар ғой. Сіз білесіз бе оны? Жоқ, өзі білмеймін. Жалпы белгілі бір тұрағы жоқ, баратын жері жоқ адамдарды. Мысалы, көшеде бір ішкен адам, мүмкін сол полиция қызметкерлері арқылы сол мекемеге барып өткізеді. Бұрын көшеде көп болатын еді, сондай кісілер, теплотрассада, қазір көрмейді, иә? Қазір. Ол бұрыннан бар ол мекеме. Сол мекемеге апарады, сол мекеменің қызметкерлері құжаттарын жинақтап бізге келеді. Олар да қабылдайсыздар, иә? Тығыз жұмыс жасаймыз. Оларды да қабылдаймыз. Олардың мысалы жеке куәліктері жоғалып қалған болуы мүмкін енді. Далада үйсіз-күйсіз жүргеннен кейін барлық қандай құжаттары бар, соның құжаттарын бәрін ондағы әлеуметтік қызметкерлер біздер тығыз жұмыс жасап бірге жұмыс жасап отырамыз. Сондағы қызметкерлер біз сияқты әлеуметтік қызметкерлер бар, онда да әлеуметтік қызмет жөніндегі мамандар бар. Сол кісілер барлық құжаттарын жинап, барлық керекті документтерінің бәрін толтырып, жоғалған құжаттар болса бәрін жасақтап, бәрін жасап бізге алып келеді. Көбіне енді ер адамдар көп басым деп айтып жатыр. Жаңа ер адамдардың көбі енді жазасын өтеп шыққан адамдар болуы мүмкін. Сондай жерде баратын жері жоқ болғаннан кейін, бірден сол белгілі бір тұрағы жоқ әлеуметтік мекеме, сол мекемеге барады. Содан кейін
қайда барады, ағайын туысы бас тартқан кезінде баратын жерім жоқ десе, осы ол кісінің жасы 63-тен асқан болса, егер мүгедектігі жоқ болса, 63 жастан асқан болса, зейнеткерлікке шыққан болса барып қабылданады. Оған дейін неге 63 жасқа дейін? Енді неге болғанда, енді ол кісілер манағы зейнет жасына жеткеннен кейін қабылданады, әйел адамдарда. Зейнет жасына жетпегендер, сол көшеде арақ ішіп қаңғып жүргендер, солар жетпегендер ғой. Жоқ, олай емес. Енді өзі сондай зейнет жасына дейін қабылданады. Енді оларды анда барғаннан кейін, стандарт бойынша, оларды анда барғаннан кейін қарайды ғой. Мүмкін ол кісілердің нелері болуы мүмкін, ағайын туыстары болуы мүмкін, оның денсаулық жағдайын тексереді. Мүмкін оның ол кісінің өкпесі ауруы мүмкін, онда ауруханаға жатқызады. Сондай. Егер психоневрологиялық ауытқушылығы бар болуы мүмкін ол кісінің, онда бізде сарайшықта бар ғой, психоневрологиялық біз сияқты нөмір 1 орталық. Жақында Құлсары қаласынан ашылды. Нөмір 2 орталықта Құлсары қаласынан. Манағы сарайшықта адамдардың көп болып кетуіне байланысты, манағы адамдар сыймай жатыр, психоневрологиялық ауру, ауытқушылығы бар. Олар жалғыз бастылады? Жоқ, олардың ағайындары бар, олар. Кәдімгі мына авангардтағы психбольница сияқты больница ма? Ол психический больницаға, аурухана ғой. Біздің сарайшықта психоневрологический жүйке ауруларымен ауыратын адамдарды ағайын тумасы ұстай алмайды ғой. Қатты нететіндер, ауырады. Соған байланысты енді ол кісілердің де соттың шешімі болады. Оған да орналастыру оңай емес. Соған кісі көп болғаннан кейін, биылғы жылы ашылды нөмір 2 Құлсары қаласына психоневрологиялық орталық. Қазір бұрын психоневрологиялық деп біздің қарттар үйі сияқты. Қазір оларда 2 орталық болып аталады. Құлсары қаласынан ашылды. Жақсы, керемет здание. Түсінікті, жақсы жер жоқ қой. Ондай жер болмаған жақсы ғой енді. Болмаған жақсы, бірақ енді үйде де адамдар сол ұстай алмайды ғой. Ұстай алмайды. Қиын ғой. Қаншама қиын жағдайлар басынан өткізіп. Жалпы іште қай ұлттан көп осы 90 ішінде? Көбі қазақ қой енді. Әртүрлі ұлттар бар, жалпы басым көпшілігі қазақ. Басым көпшілігі қазақ. Осы Атыраудың тұрғындары, иә? Атырау облыс бойынша ғой. Мынандай практика болған жоқ па сіздерде? Мысалға кітаптан ба бір жерден көргем, балалар үйі мен қарттар үйін қосқан жөнінде. Қарттар жаңағы балалар үйіндегі жетім балаларға ата болып, әже болып, бағып, екеуін қосқан. Ондай практика болған жоқ па? Ондай жағдайды көрген жоқпын. Балалар үйі мен қарттар үйі, жалпы балалар үйінің қызметкерлері әкеліп қарттарға концерттер қойып, сөйтіп мына жерде келіп сондай несін көрдім. Былай келіп кәдімгі былай тек концерттік саздық бағдарламамен, өздерінің қолдан жасаған, қағаздан жасаған, өздерінің суреттерімен, әртүрлі сыйлықтармен келіп қарттарды мереке кезінде құттықтап, балалар үйінен, недегі шаңырақ балалар үйіне келгенін көрдім, бірақ ондай не жоқ. Жалпы өзімнен ұсыныс солай жасап көруге болатын сияқты ма? Мысалға балалар үйіндегі кішкентай балалар атаның, әженің жылулығын көріп көрген жоқ, мысалға тек қана тәрбиешілерін көреді. Бұндағы үлкен кісілер мысалға мүлдем баласы болмаған, немересі болмаған адамдар болуы мүмкін. Оларды бір еркелетіп көргісі келеді мысалға. Бір күн, 2 күн бірге болып практиковать етіп көріп деген сияқты. Мүмкін жақсы нәтиже шығатын болар. Махаббаттар оянатын болар деген сияқты кішкене. Бұл енді жай сұрап атқаным, сондай практика болды ма деп, өйткені шет елдерде сондай болып тұрады екен, кітаптардан оқып көргем. Онда енді жаңа айта кеттіңіз, 63 жастан асқан болу керек деп, демек олар зейнеткерлер, дұрыс па? Олар пенсияларын өздері ала ма, әлде мекеме ала ма? Мында өткеннен кейін. Бұлар өткеннен кейін олардың зейнетақысының 70%-ін шотқа түседі. Осы мекеменің шотына. 30%-ін өздері қолдарына алады. Ал егер бұлар жүріп жүрген, бұлай ақыл-есі дұрыс, өзіне өзі қызмет ете алатын тұрғындар зейнетақыларын өздері алады қолдарына, банкоматтың карталары өздерінде. Ал егер де мына төменде бірінші этажда бізде көп қой енді. Үлкен кісілер төсекке таңылған, ондайларды өздерінің ағайындары, тапсырған адамдары беріп қояды. Оларды алып тұра алады, да? 30% алады сол? 30% өздерінің банкомат алады, бірақ қажетті дәрі-дәрмек, керекті нәрселерін бәрін келіп хабарласып әкеліп беріп тұрады.
түсінікті. Мына мысалға мында жатқан пенсияда жүріп тұра алатын адам жұмыс жасайтын болса, мында жатып жұмыс жасап келе ала ма, таңертең кетіп кешке келіп деген сияқты? Ондай болды ма практикада? Ондай бұрын Әлде рұқсат бермей ма? Жоқ, негізі көп бізде зейнетке шыққан адамдар ғой. Сосын мында келген. Жоқ, зейнеткерлерде болды, кей бір қарауыл болып жасайды, тағы бірдеңе. Нелерімен жоқ, ондай болған жоқ. Сосын жоғары білімді, бұрын бір үлкен лауазымда болған профессор деген сияқты кісілер болды ма осында жатқан? Әлде бар ма қазір жатқан? Жоқ, қазірдің бір ондай енді мұғалім кісілер болды, ертеде қайтты, бірақ Еселеу Рахметолла деген кісі болды. Мен мұғалім болып жасадым. Қазірде бұрын мұғалім болған Ғаппас Сабыржан деген кісі бар, іште. Үлкен кісі. Сосын Дәулетова Манчук деген кісі болды. Ол кісі мына дәрігер болып жасаған екен. Бірақ осы жақында өмірден өтті ол кісі. Бұл мына жақтан қайтқан адамдарды моргке апарады, иә, моргтен шығарып, сосын жерлейсіздер ме? Өздеріңіз жерлейсіздер ме? Қалай болады? Ағайындың салады ғой. Туыстар жоқтары мүлдем? Туыстар жоқтары, иә, осы іштен жерледі. Қайда апарып жерлейді оны? Өздерін неге? Бөлек жерлейді жерлей ма, әлде ноғаймайды? Жоқ, ноғаймайды, сол бірге жерлейді. Ол бөлек оларға ештеңе жоқ. Көбіне ағайын туыстар алады ғой, тастамайды ғой. Жоқ, енді туысы мүлдем жоқ адамдар деген ғой. Бар, ондайлар арасында болады. Жақсы, рахмет көп. Енді рұқсат берсеңіз, ішті бір көріп түсіріп шықсақ, жағдайларын көріп тұрғындардың. Болады. Егер мүмкіндік болса, іште жатқан бір-екі адамнан сұхбат алып, жағдайларын сұрап жүріп қайтайық. Кабинеттен отырып сөйлесіп шықтық. Бұйыртса ішті көреміз. Екінші қатарын көріп қайтайық. Жалпы неше қатар бұнда? 3 қатар ғой. 3 қатар, иә. Ассалаумағалейкум. Спортзал. Емдеу, сауықтыру кабинеті қазақша. Жоқ, жалпы айтамын. Бөлме көруге бола ма? Бұл жақта адамдар жатыр, иә, қазір, иә? Мында жатыр ғой, мына дәрігерлер. Ассалаумағалейкум. Дәрігерлер бөлмесі. Ассалаумағалейкум. Бұл жерде бірінші көмек көрсетіледі ғой, иә? Дәрігерлер осы жерден қаралады. Біреу жасайтын жер ғой дәрігерлердің осы жерде. Отырады, қалап берсеңдер. Өздерінің неге аппот жасап аралап шыққанда біреу ауырып отырмын дейді. Солардың бәрін жазып, аға медсестраға тапсырамыз ғой. Іштен қарайсыздар. Іштен қарай алмайтын болсаңыздар, уже скорый шақырып, арқатай жүресіздер. Дәрігерлерге қарайды, нағыз бір экстренный қатты алып қалып жатқан жағдай болса, онда дәрігерлер жоқ болса, скорый шақырады. Осы жерде неше дәрігер бар? 4 дәрігер бар. 6 дәрігер бар. 6 дәрігеріміз бар қазір. Бұл әртүрлі саланың мамандары болар, иә? Иә. Невропатологымыз бар, терапевтіміз бар, психиатрымыз бар. Сосын ревизорымыз бар. Жақсы, ағартай көріп болса. Жаңадан неше дәрігер бар бұл жақта? Жаңадан жастар. Мына жақтың бәрі осындай кабинет па, әлде адамдар жатқан? Жоқ, адамдар жатқан жер ғой. Бөлмелер ғой. Жаңа мына кісі Сәлем бердік. Әженің орны ма? Иә, әженің орны, әженің жолдасы. Ассалаумағалейкум. Кітап дейтін. Ол деген естімейді ол кісі. Иә, ол кісі естімейді. Мына кісінің... Американская трагедия. Әже, келің шеш. Қай әже? Апа, энциклопедия сияқты отырған. Иә. Әже, осы кісі бана Индер ауданынан келіп деді қой. Иә, осы кісімен сұхбат. Ата сөз нетпейтін сияқты ғой, да? Иә, ата құлақ естімейді деп. Ата құлақ естімейді, оны мен айтпасам, мен переводшы. Иә.
Сонда екеуіңіз бірге жатсыздар осында, иә? Иә. Семейный ғой. Біздер семейный ғой, 58-ші жыл бірге тұрамыз. 58. Ұлтыңыз қазақша сайрап Мен тұрсыз? татармын, ол орыс. Екеуміз екі жақтан. Біреуміз Кетпейді сияқты ғой, да? Көп. Ата құлақ естімейді. қатты естімейді, оны мен айтпасам мен переводшы. Иә. Сонда екеуіңіз бірге жатсыздар осында, иә? Иә. Семейный ғой. Біздер семейный ғой, 58-ші жыл бірге тұрамыз. 58. Ұлтыңыз қазақша сайрап Мен тұрсыз? татармын, ол орыс. Екеуміз екі жақтан. Біреуміз Қазаннан, біреуміз Смоленскіден. Атыраудан қалай шықтыңыздар? Мен деген Атыраудан шыққанда 64-ші жылы 18 жасымда мында әкемнің апалары болды Ендірді. Сонда келгенмін, содан қалып қойғанмын. Бұл кісі деген Дасурда не ашып, училище ашып, ана қазір Ақтау ғой, Шевченко жасағанда бұларды опреснительдерге неден Россиядан балдар жинаған. Сосын оларды неге жібермей, бізге Ендірге жіберді, геолог разведкада біздер жұмыс жасадық. Сол жақтан таныстыңыздар? Содан таныстық, сосын 67-ші жылда үйлендік. Балдарыңыз? Бір ұлым бар, қызым бар. Екеуі де Россияда. Россияда тұрады. Шал көшкесі келмеді мынадан ешқайға. Шалқын, қатып қалам Россияда дейді. Бармай отыр ма? Иә, түсінікті. Индир ауданынан көшіп келгенде. Содан үлкейдік, коронавируспен ауырдық қатты. 21-ші жылы. Жоқ, 21 емес, 22-де. Ол деген больницада жатты. Мен деген үйде болдым. Пневмония двухсторонний легких, бірақ та мына кісі прививка алған жоқ, мен алған прививка. Содан мен ұйғардым мында келуге. Балам да, қызым да қарсы болды екеуі де. Мынаның әрі давление қаты болды, 182 діс. 2 рет. Енді де қан кетті мұрнынан 2 рет. Жастарыңыз нешеде? Мен 80-ге жақынмын, ол 85-те. Мартта 85-те болады. Мен 79-дан сентябрьде 80-ге шығамын. Тамаша. Жүріп жасаңыздар. Бұл жерде жатқандарыңызға? 3 жыл болады. 3 жыл болып отыр, иә? Иә. Енді не түрткі болған жаңа түсіндік. Бұл жерде жалпы жағдай қалай? Жалпы жағдай ешқандай өтірік айтпаймын, ешкімге жағымпаз емесмін. Жағдай жақсы. Тамақтары нормальный. Киімнің, кешектің, жуатыны, қыздардың бәрін жасап жатыр, медсестралар бәрін қарап жатыр. Киімдерін жуып береді, тамақтарыңызды береді. Бәрін. Ол ана лақап жіберген кісінің мен оларға қарсымын. Бұлар тамақты диетически пісіреді. Мына қыздар тұр ғой, өтірік ештеңе емес. Мыналар тұр ғой, мыналарға жағымпаз емеспін біреуіне де. Жоқ, мен жалпы енді YouTube арна жүргізем, халыққа ақпарат бергім келеді, шын ақпарат бергім келеді, өтірік болмаған жақсы. Шыны осы. Конечно, ішімізде ол енді азымыз бас ауыратындары бар, ол өтірік емес. Бас ауыратындар бар, олар енді андай-мындай де айта береді. Ана төменде жатқан қанша кісі бар, көбі аяғына жүре алмайды. Көбі неде, солардың мына техничка қыздар, мыналар бәрін осылар қарайды, бәрін етеді, олардың кішкене ақыл кемістері кем, бұларға бұғауыз айтады, бұларға ұрып та қалады. Бұлар ештеңе демейді. Түсінікті, өзінің ата-анасын бағалмай өткен адамдар бар, ол мұнда жүрген адамдарға көп рахмет, ол бөтен адамды солай ас үстіне түсіп бағып отқандарына. Онысына үлкен рахмет. Өзіңіз түсіспес оған сізді түсіреміз. Жуынғанда. Сіз өзің жуынасыз да, жуындыра ма дейді? Жоқ, жуындырады. Мен өзім түсем, бака жүр аламын, мынаны жуындырады. Неделе сайын жуындырады. Апта сайын жуындырады, киіндіреді. Кіріне жуып береді. Ода тамақты пісіріп береді. Бәрін. Полды күніне 2 рет жуады. Туалеттерді 2 рет жуады. Сонда енді білмеймін. Тазалық жағынан ешқан бәрі таза, жақсы дейсіз ғой. Иә. Бұрын қандай қызмет атқардыңыз? Мен деген айтсам енді ауылда жүргенде мен Татарстанда туған қызмын. 15 жасымнан 18 жасымға дейін Татарстанда колхоздың сиырын саудым.
Доярка, иә. Сауыншы. Иә, сауыншы 15 жасымда. Онда ешкім біздерді сендер кішкентайсыңдар ғой деп ешкім ойлаған, жалғыз мен емес. Иә. Ойлаған жоқ ешкімде. 14-15 жасыңызда. 15-те. Иә. Оның еткенім, әкем армиядан келгеннен кейін, соғыстан келгеннен кейін колхозға енді ол мезгілде раненый болып келеді. Нешінші жылы келгенін білмеймін. Ол мезгілде сұрағаным да жоқ. Ол кісі сосын бір балдары болады, ол балалары қайтады. Сосын әкемнің өзі неде тоқта әлгі егін егіп жатқан жерден ұйықтап қалады жерге. Ұйықтап қалады жерге жатып. Пневмония 3 айда жоқ болады. 28 жасында. 28 жасында. Иә. Мен 6 айлық іште қалған қызымның мамам 24-те. Солай? Сонда өмір бойы даяр болдыңыз ба? Жоқ. Мында келгеннен кейін үшті конторға шықтым. Ендірге. Ол 15 жасынан сиыр сауған себебім, ол мезгілдерде ауылда үй салады ғой енді. Анау мамамның мамасы болды, ол мезгілде уже 70-ке жақын. Мамам болды, олар үй салды. Сөйтіп, әлгі анжелмен жүрген, плотниктермен жүргенде бір столовойдан тамақ ішкен ғой, отравление болып. Нағашы ағам Ташкент қалып кетті. Сосын ол мезгілдерде колхоздарда, ол жақтарда ақша төлеген жоқ. Ақшаны тек 63 жылда төлей бастады екен. Трудодни салады, палышка. Сіз оны білмейсіздер. Палышка салады, жылдың аяғында есептейді. Жылына бір береді. Иә, жылдың аяғында есептейді, бір береді. Оған дейін олардың бәрінің үйі 25 сотық картофы, өзінің бір сиыр, 1-2 қой, тауық сондай ғана асырай алады. Басқа асырамады, бәрі егіндік жер. Бәрі колхоздар солай болды. Бұрын Казанда болдыңыз, сосын Қазақстанға қай жылы келдіңіз? 64 жылдың 8 октябрінде, 18 жасымда. Жұмыспен келдіңіз ба, қалай еле? Жоқ. Баяғыда әлгі неден кейін, революциядан кейін әкемнің мамасының бір ағасын мына неге жылы жаққа жер аударған. Қаратон ба, ескенен бе білмеймін. Сол жаққа жер аударған. Сол кісі барып әкемнің бір апасын алып келеді өзімен. Енді дядюшка болады ғой. Ол кісі мұнда келіп неткеннен кейін тұрмысқа шығады. Сосын тұрмысқа шыққаннан кейін олар Атырауға келеді, Өревке ол мезгілде. Ол кісі барып тағы бір апайды алып келеді. Ана кісі 8-ші жылы, 2-ші апай 10-ші жылы. Содан олар тұрмысқа шыққаннан кейін мында қалып қояды. Соғыс басталады. Екеуінің де күйеуі соғысқа кетеді, соғыста қайтады. Бір апай ендірді 4 баламнан, 2-ші апай Кулагинде 3 баламмен қалып қояды. Олар мында қалып қояды. Сол мен қонаққа келіп қалып қойып тұрған қызбын. Қазақшаны осы жақтан үйренген барсыз? Иә, мен деген оқығаным татарша. Не бір ауыз сөз орысша, не бір ауыз сөз қазақша білмеймін. Мында келгенде үйрендім. Айналысатын қызмет. Тоқығаннан қаласың. Мұн жақта ермегіңіз осы? Біздер ол жақтамыз ғой. Ол мезгілдерде ақшалар онша болмағанмен, татарлар деген кілең тоқытты ғой. 10 жасар қыздар, 11 жасар қыздар бәрі тоқу біледі. Аяқ, носки, шұлық, шәл бәрін тоқыды. Қыздарды тоқыды, үйретті. Біздер солай үйренгенбіз. Кітапты жақсы оқиды екенсіз? Кітапты шал оқиды. Мен кітапты жас күнімде оқығанмын. Кітапты шалым оқиды, мына осы кісі оқиды. Сондай. Оның мұнда мен дегенде өкілейтінім, осы ана жамандап жасқан кісі бүкіл Қазақстанға біздерді қор қылғаны. Жоқ, мен шынымды айтсам, ондай видеоны көрмеппін де, бір жамандап атқан, немесе басқа жерден атқан өткенде. КТК-дан көрсетіпті. Мен көрген жоқпын, шын айтайын. КТК-дан көрсетіпті, мен де көрмедім, Шегрена көріпті. Свет айтады, әптен 10 күн өткеннен кейін сондай болыпты, метен болды. Біздер болдық ішінде дейді, көрдік. Тек қазір деген видео деген бірдеңе бар, тек қылт етсе видеоға саламыз деп қорқытады жұртты, несіне қорқытады? Қорқатын ештеңе жоқ. Рас айтам сізге. Рас айтып тұрмын ғой сізге, ас кем киімес бастары бар. Олар енді айта береді, түсінесіз оған. Жоқ, түсінікті, жақсы. Енді өзіңіз жеке өз басыңыз туралы, енді жасыңыз бірталайға келді, қазір өмірде өкінетін нәрселеріңіз бар ма? Бар. Жастарға айтып кететін қазіргі? Оқымағаныңыз. Оқи алмаған.
Қазір жоқ енді. Мүмкіндік болған жоқ ол кезде А? енді. Мүмкіндік болған жоқ, сосын оқыған Иә. жоқсыз. Иә. Жоқ, мамам оқыды еді. Мамам ауырғаннан кейін мен фермаға баруға тура келді. Ол мезгілде ақша жоқ, ол мезгілде пенсия да бермейді. Ақшаны төлей бастағаны Совет үкіметінің ақшасы 61 жылда ма екен, мынандай үлкен болды әуелі. Сосын мына соңғы неге 61-де ме, 62-де ме ауыстырды, 10 сом 1 сом болып ауыстырды. Содан кейін төлей бастады. 63 жылы ма екен, ақша төлей бастады онда. Онда бәрі колхоздың несі сондай болды, бәрі қыздар, солай жігіттер жастай жұмыс жасады. Осы жасқа келгенде өкінетіңіз тек қана сонда бір нәрсе ме, оқымағаныңыз, әлде Иә. тағы да бар ма? Жоқ, ештеңе жоқ, тек оқымағаным. Басқасына өкінбеймін. Не деген Россияда балдарыңыз қалыңыз тұрады ғой? Россияда болам деген енді қызым деген Россияда олар енді әуелден менің мамамды бағам деп кетті ғой қызым. Оны мамамның ағасы Ташкент қалдырам дегенде әжем бармаған. Мамамның мамасы, мен бармаймын ешқайға деп. Содан олар қалып қояды, ауылда мен жалғыз сонымен бірге өстім ғой, солармен екі кемпір бір қыз болып. Мамамды мында келемін десем, мамам тоже келмеді. Мен тұра алмаймын ол жерге деп. Сосын мамам қызым деген мында оқу бітіргеннен кейін мына неде Ақтөбеден акушерка менің қызым. Сосын мамам қартайғаннан кейін маған айтады, қызым енді балдарың осы оқуларын бітірді, мені келіп бақ деді. Сосын мен кетейін десем, как раз Совет үкіметі таралып жатқан уақыт қой. Қой мама, мен барайын. Сен өз байыңды өзің бақ деп кетті. Әкемді бақ деп кетті. Қазір хабарласып тұра ма енді? Күніне 2 рет, 3 рет. Балам военный. Мұнда түскелі неше рет келді? Жылда келеді. Жылда келіп тұра ма осында? Балам военный. Бірақ та қазір пенсияда. Россияда ма сол? Иә, Шибаркөл деген тас түскен жерде. Свердловский военный округта. Түсінікті. Жастарға айтатын ақылыңыз? Жастарға айтатын ақылым тек тәртіпті болсын, жақсылап тұрып оқысын. Ондай-мұндай неге кірмесін әлгі арақ ішуге, анаша тартуға. Қазір деген заман баяғы біздер күрекпен жасаған заман емес. Қазір бәрі компьютер, бәрі нанотехнология. Соларды оқып адам болса екен деймін. Елге қызмет етсін, басқа елге барғанын жаратпаймын. Иә, рахмет көп сізге. Атаммен сөйлесе аламыз ба? Әлде қиын бола ма сөйлесу? Қиын сөйлесу. Жақсы. Қиын сөйлесу. Саламатсыздар ма? Здравствуйте. На русском, на казахском как удобно? Ау? На каком языке хотите? Менің каналым қазақша болған жақсы негізі. Енді айт. Аха. Өзің ғой. Жоқ, сұрап жатырмын, сіздер орысша сөйлеп жатқасын. Сізде орыс бар ғой. Иә. Иә. Бірінші енді таныса кетейік. Менің есімім Берік, осы Атыраудың тұрғынымын. Шағын YouTube арнам бар. Енді сол арнама осы мекеменің жалпы жағдайын, іште жатқан тұрғындардың жағдайын бір көрсетейін ба деген оймен келіп жатқан жайым бар. Өзіңізді бір таныстырып өтсеңіз, аты жөніңіз? Менің атым Әдия, Бесеналиева Әдия Дегелевна. Жасыңыз? Жасым 18-демін. Ну, в общем, 50-го года рождения. 50-ші жылы, Иә. Менің анам 56-шы жылы. Сен анан ашын қайда? Қанша болды мұнда? 4 жыл болады. 4 жыл. Қалай келдіңіз? Өзіңіз келдіңіз ба? Өзім келдім. Әлде ағайындарыңыз келді ма? Өзім келдім. Үй тастадым бәрін. Үйде бар, өзім келдім. Балаға керек болса, осында өзім келдім 4 жыл. 4 жыл баламен қатынасқан жоқпын, семеткен жоқпын, тек жақында только. Балаңыз бар негізі? Бар. Неше балаңыз бар? Біреу. Осы Атырауда ма? Жоқ. Қай жақта? Ганюшкинде. Ганюшкин енді Атырау облысы ғой. Келіп тұра ма? 4 жылда бір келді деймін. 4 жылда тек бір рет келді? Өзім келтірмеген. Өзіңіз келтірмей өтсіз бе неге? Керек жоқ, маған не керек? Мен алдымда үйде керек болмағанда енді неге керек? Сіз бұрын үйде бірге тұрған мезгілде? Болдым деймін, өзім кеттім анан. Үйде түстеп баламды салып өзім кеттім.
Конечно, неткен жоқпын енді. Үйленген, семьясы бәрі бар. Кеттім өзім, собственным желаниемен. Жаңа енді сізбен сөйлескенде ағайындарынан рұқсат аласыздар ғой, дұрыс па? Бәрі. Жоқ, уже мен кризисный центрде болдым. Бала соғып, нараманан қанып, милицияға жалғыз еткен, бірақ та неткен жоқ. Балаңыз ұрды ма? Кризис центрден осында келдім. Балаңыз ұрып, сол кризис центрға түстіңіз, содан мұнда келдіңіз. Адаптация емес, кризис центрде болдым. Кризис центр. Қалада ма? Қалада, Алмагүлде. Қиын жағдай екен. Не ғой? Зорлық зомбылық орталығы ғой, Алмагүлде бар. Сол жағдайдан келдім, 1 жыл шыдадым. Оның кесен туған туысқандар бәрі жақсы жерде істейді, Атырауда, Астанада. Ешкімге ештеңе деп айтқан жоқпын, өзім келдім. Зорлық зомбылық орталығына барып көрген адам. Өзім келдім. Алмагүлде сол арқылы. Балаңызға айтарыңыз болса, ютубтан ертең көреді ғой. Айтпаймын ештеме, бала келіп кетсе, зачем мен оны жамандаймын баланы. Жоқ, жамандаймын емес, бір сәлемдемеңіз болса деген ғой. Келіп кетті деймін жақында. Жақында келді. Жақында келіп кетті. Документті бердім. Үйдің документін бәрін, ақша. Кішкене ашу басылды. Бәрін бердім. Мен кінәлі фактически өзім ғой кетіп қалған енді. Үй бар, анда бәрі бар. Өзім кетіп қалдым. Не было возможности, баланы жаман жақтау, одан да өзім кетейін дедім. Бала болғанда бір бала ғой. Мына жақта енді қалай қазір? Условия бәрі жақсы ма? Мына жақта нормально, бәрі жақсы. Бәрі бар, ішетініміз де бар, жейтініміз де бар, жататынымыз жуатын да бар, ас үстіміз де бәрін жуат, төсегіміз не. Ал алдында директормен де болдым, мұндағыда не. Жағдай бәрі жақсы үшін. Жақсы. Бұрын қандай қызмет атқардыңыз? Кім болып істедіңіз жас кезіңізде? Мен ұқтардым. Енді тұрғын медсестраның сарын Асыққандың, негізі Асыққаннан бәрі. Сосын фармацевт Ленинградтан ұқтардым. В общем, медицинаға қатысыңыздар. Қатысым болды ғой, енді жоқ қой. Жоқ, жалпы сол салада жұмыс жасадыңыз ғой, иә? Содан пенсия Военный госпитальде істедім Асыққанда. Была военный обязанность 50 лет. Пенсияға шыққаннан кейін қойдыңыз? Иә. Түсінікті. Жалпы жастарға айтатын өсиеттеріңіз, ақылыңыз болса айта кетіңіз. Біз ақыл айтудан кеттік қой. Мен просто айтайын деп отырғаным, осында бір кісі бар, мұнда бәрін беспокоить етеді, бәрін етеді. Мысалы, былай қарағанда директор не брат меня, не сват меня, ештеме демейді, но просто как он ведет себя, это вообще безобразно. Жоғарыда біреу бар әлгі. Осында жататын адам ба? Осында жататын. Рахим. Мен оны Рахим не екенін білмеймін, мен просто оны гестапо деймін. Гестапо? Да. Вообще сондай адам. Сөзбен тиісе ме, әлде кәдімгі бір әлімжеттік жасайды? Маған тиіспейді. Мұндағыдайым, нарушает все порядки. Маған тиісіп қарасын шейді. Иә, түсінікті. Черный ворон әзір тұр ғой. Маған тиіспейді, бәрін беспокоить етеді. Нянечкіден басап, дисциплинадан басап, айтпайтын сөз жоқ. Бәрі соған ереді мысалы. Арақ ішеді привольно. Зачем бізге ол? Осында жатқан адам да, арақ ішіп жүреді сонда, иә? Осында жатқан адам. Сонда конфликтін етіп, бүтін әлгінде де дәргі. Блогер ма? В наше время не был блогер. Қазір блогерден бәрін жинап. Жаңадан келген директор енді не ғой? Келіп аталған директор ешқандай не жоқ. Просто таких людей сюда не надо. Соған бәрі ілеседі, айтатын. Сізге можно же айтуға? Иә, әрине. Бәрінде айтуға можно. Мен енді просто енді қазақшада сөйлеп отырмын, жақында аварияға ұшырадым осында. Неге мәкеннің астына нечайно ма? Қайда, осында жатып па? Осында жатқан, мына қораның ненің шабақтың ішінен нан таситын машина нетіп кетті. Байқамай қақты. Сонан келіп операция жасадым, сонан нетіп отыр. 2 ай, так, в общем, 3 ай болды операция жасағаныма. Соны әйтеуір тірі қалдым, машинаның астында жаттым. Аның бәрі соныкі, потом мына қол істемейді. Қалай байқамай қаламыз? Артында кетіп мен просто мынанда біздерде бар жүретін нететін бар ғой мына жерде, соны тап өзімнің жолымен келіп милиция айтқан сол.
здравым уме бола, өзім бәрін естіп жатырмын. Аны білмеймін қалай нечаянно болар енді. Оның жолы совсем бөлек былай. Мен Енді әдейі басам деп баспайды ғой. жоқ, нечаянно отыр ғой сізге енді. Сол жап-жас бала. Кешірім бердім, жап-жас бала мен оны отырғызғанда маған не түседі маған. Оған тем более мен ауырам ғой. Ана баланы отырғызып қойдым кінәменен деп. Иә. Әйтеуір лечение алдық, бәрін нетті. Почти 100 тысяч неге дәріге нетті, 93 мың енді ана дәрілердің бәрін соны әкелген сол баланы. Соның бәрін неттік. Но все-таки қартайған кісіміз ғой енді бізге сразу енді тәуір болып кетпейміз. Тез болып кетпейді ғой. Конечно, мына қолдан мынау істемейді, мынаған сен істейді, в общем. Мұнда күтіп жатыр енді по силе возможности. Бәрі бар, но просто только бізге директорымыз жақсы. Ол мен жақыным, туғаным емес, туысқаным емес. Былай несі жақсы келген несі. Ана директорда жағын болған жоқ бәрі, в общем, отношение болсында. Сондықтан, егер де сізде возможность болса, ондай кісі мұнда вообще қажет жоқ. Бәрін боламын етеді, бәрін арақ ішкізеді өзі. Ол хозяин. Аты жөні кім дедіңіз? Білмеймін, мен Гестапо деймін бұл. Кім? Мыналар білетін болады. Рахим. Осында жатқан адам, иә? Жалғыз өзі жатады, барон. Ешкімді қасына неткізбейді, кіргізбейді. Бәрі не? Смотрящий. Ну, смотрящий, ол түрмеде ғой смотрящий. Түрмеге отырмасақ та. В общем, тамақтауған аппарат, ана, мысалы, медсестраларды, нелерді нетеді, унижать етеді, айтпайтын сөз жоқ. Почему так его, мында, чья это вина, я не знаю. Әйтеуір, что хочет, он все делает здесь. Басында кішкене ауыратын несі бар адам емес пе? Группа имеет, не знаю, қандай группа, білесіз ғой? Бірінші группа дейді. Просто бірінші группаны қалай алған, купил он. Адаптация жатта, там какой-то связи, млязи. Связи өте бәрін істеу болады ғой қазір енді. Жақсы, енді ол кісіге оралармыз артынан. Жалпы өзіңіз осы жасқа келгенде былай жастарға айтатын бір өсиетіңіз, ақылыңыз бар ма? Айтам, ата-аналармен жақсы болсын. Мынандай күйге ата-аналарын келтірмесін, ұрмасын, соқпасын. Енді каждый ата-ана өзінің баласының несін біледі ғой. Мен де білемін. Оны менің баламның әйелі бар, 4 баласы бар. Например, әйелі кетіп қалды. Ол не болған білмеймін, әйтеуір әйелінен болған жоқ, өзінен болды баланың. Енді оны мен кінәламаймын, ол мені жібергісі келмеді. Оны оставила, баланың соны аттап кеттім де өзім мұнда келдім. Собственным желаниемен келдім қарттар үйіне, после кризис-центра. 6 айдан кейін мен мұнда келдім. Баланы связь етпеңіз, маған ол... Зачем мен баланы етейін, егерде өзім кеткесін ақ? Жоқ, сіздің балаңызды айтып жатқан жоқпын, жалпы басқа... Жалпы балдарға айтатыным, аналарына мынандай мен сияқты нетіп, реніш болмасын балдарыменен. Жақсы болсын. Біздер енді отырмыз ғой енді. Спасибо үкіметке бізді күтіп отырған. Бұна үй жоқ болса біздер қайда барамыз? Әрине. Кім кіргізеді? Хоть ағайыным болсын мен тіпті. Не болса да. Баратын жеріміз жоқ, осында келдік. Болды, мен возможность үйім бар анда, но мен шыдай алмадым баламның өз ұрлығына былай айтқанда. Сосын келдім, мен оны отырғызғым да келмеді, оны позорить еткім де келмеді, оны еткім беттім келмеді, өзіммен өзім болып мен мұнда келдім. 4 жыл бойы қатынасқан жоқпын, шақырған, келем деді, келтірген жоқпын, бәрін. Тек жақында дегі документ болғасын, и то 1 сағат болды, мұнда сосын кетті. Енді что на здесь не болды дедім. Ұрысқан жоқпын, істеметтіген жоқпын. Зачем мен оған? Когда мен айтып түсіндіріп, бірдеме деп айтып отырған, ол айтып, вы отброски от жизни, деді. Это слово я слышу өзім баламнан. Отброски мы от жизни. Это отброски, значит, это мусорный не деп тастау керек деген ғой. Сіз кімге керегіз? Үкіметке де керегіңіз жоқсын, туған туысқанға да керегіз. Қай жылғы балаңыз? 81. Өзінің 4 баласы бар. Тұрсын өзімен өзі. Мен өзі нетіп, қазір өзімен өзі үйі бар анда. Нағылса болсын бәрін, документтің бәрін бердім, нағылса болсын. Басқа бәрінен де айтатыным жастарға. Басында күйге ата-аналарын келтірмесін. Не все одинаковые, мынаның бәрі бірдей емес қой. Сондықтан айтатыным сол. Мен мұнда ең соңғы жылға сондай неттім, сондай жағдайда болдым. Айтатыным, мен айтпаймын, что қарттар үйіне келіңдер деп.
просто ата-аналары мен балдары жақсы болсын. Жақсы апа, көп рахмет. Алла күш қуат берсін. Қуат береді, мұнда жақсы, өзің үйіңде мына не керек, бәрі бар, не жейін, 4 мезгіл тамақ береді. Кейімдері далаға шығамыз, концертке барамыз, концерт мұнда да болады. Так что енді мен айтатыным, все нормально, директорымыз де мына соцтар отыр ғой, анау старший медсестра. Я не имею в виду, что именно маған не етіп жатыр, қаралады, олар бәріне де сөйтеді. Бұлардың енді бәрі біреулер осындағылар недовольны етеді, өздерінің жұмыс істеп. Өздерінің жұмыс істемес, она как вот біздерге сондай ухаживает. Вот пускай она скажет, как она сюда тоже пришла, да? Как здесь, хорошо или плохо, скажи им, она всем нам касается. Здравствуйте. Меня все устраивает. Меня никто не обижает. Если не секрет, как вы сюда попали? У меня в квартире пожар был. Квартира опечатанная сейчас. А больше у меня здесь никого нет. Ремонт капитальный надо делать. Так попал. Сначала адаптация, с адаптацией сюда. У вас в Атраву вообще никого нету, да, получается? Нет, все поумирали. В Астрахани 2 сестры только. Сестренки. А дети? Детей нет. Ясно. И сколько здесь вы находитесь? 5 месяцев. 5-й месяц только недавно, да, получается? Недавно, да. Ясно. Дом сейчас, получается, нуждается в ремонте, да? Если Да. дом сделают, вы хотите переехать обратно, да, Квартира у получается? меня на 6-й этаж. Ну так как я болею, мне 6-й этаж тяжело. Детей никого нет. Замужем были вообще? Семья Да, была? у меня муж здесь. А? Муж тоже здесь. Муж тоже здесь? Да. Все ясно. А кем работали? На ТЭЦ работал, машинист-оператор, 10 лет. ТЭЦ? ТЭЦ, Гурьевская, Тераловская. Ага. Сейчас потом газоперерабатывающий завод работал. Женажол. Жанажол? Машинист-оператор. А потом последнее время в аэропорту. Теххозчасть. Оттуда на пенсию, да, получается? Нет, на пенсию я ушла сама. У меня опущение почек болело. Работа тяжело. Сюда пришли сами, да, получается, да? Нет, Ну, через адаптационный центр. Да. Все, ладно, спасибо большое. Сізге рахмет Короче көп. говоря, бұның кісілерге рахмет айтыңыз мұнда, қарттармен дом поставил. Все нормально, все хорошо. Мы чувствуем себя как дом. Я көрініп тұр, я Как бәрі дома. жақсы, әрине. Сағындай жан балам, үйінде нетіп жатқан ғой. Ата, мен жасайтам, көріп тұрсың ғой. Көріп жатқан боларсың. Жылап көзімізге кедергіміз келмейді, жаңа бізге не түседі, обратно өтеді, не будет же. Иә. Алды ойлаймыз. Бәрі көмектесіп жатыр. Ну только одно, мынау жақсы, жаман айтып, анау бәріне салам, етем, бетем деп жатыр, ана әлгі Гестапо. Мынау бәрі жақсы. Бізде де бәрі жақсы, нормально. Даже директор даже білмеймін де, просто есімім бар, директор кетті дегенде. Ол кісімен сөйлесуге бола ма? Бағана айтып отқан кісімен. Ол кетіп қалды. Жоқ қой мұнда, да? Ақтөбеге кетейін деп жатыр. Шығып кетейін деп жатыр бізде. Мұнан шығып, Ақтөбенің осындай жеріне барайын деп отыр ма, қалай? Сол жақта болған ау. Негізі Ақтөбенікі, да? Ақтөбенікі де осында. Ну, бывший зық қой. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет көп. Аман отырыңыздар, ауырмаңыздар. Той осы екінші этаж. Саламатсыздар. Жағдайларыңыз қалай, апа? Барлық бөлме бірдей екен ғой, ешқандай бөлінбейді. Мына жақта уже тұра алмайтын адамдар жүріп жатыр, да? Ассалаумағалейкум. Бір адамдар, Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай? Қолыңдай. Іштен танысып жүріп, іште көріп, сұхбат алып, адамдардан іштегі жатқан. Не жатқан ол? Мен жалпы YouTube канал жүргізем, Атыраудың тұрғынымын. Жалпы іштегі жағдайды көрсетейін деген ғой. Бізде сыртынан көреді де, тек қана ішінде не болып жатқанын білмейді ғой. Ішінде көргісі келеді. Сондықтан ішін көріп, жалпы жағдайды көрсетейін дегенім ғой халыққа. Осы жердің басшысынан рұқсат алып, іште кіріп қарап жүргенім.
жағдайларыңызды сұрайын деп, жақсы ма? Онdan қандай не бар саған? Маған ешқандай изменение жоқ. Жалпы жастар да көрсін, мында жатқан үлкен кісілердің кішкене бастарына бірдеңе тиер, ата-анасымен қарым-қатынасы дұрыстар, мында түспесін деген. Вон чем дело, да? Иә. Политика. Ешқандай политика емес, мен жеке басым, балам екеуміз жүрік, өзімнің туған балам екеуміз. Ешқандай организациядан, басқа жерден емеспіз. YouTube каналымды қазір айта аламын, қарай аласыз. Мен Так, енді жатеге сендерге. жоқ, ештеңе керек емес, жалпы тек комнаттарды қарап жүрген ғой. Комнаттарды қарап танысып жүрмін. Мына жерде бір-екі үлкен кісіден сұхбат алдым. Жалпы егер сөйлесем десеңіз, сізбен де сөйлесейік екеуміз. Пожалуйста. Бірінші енді таныса кетейік, түсінбей жатқан боларсыз, камерамен кіріп кетқан ол деп. Мен есімім Берік, Атыраудың тұрғынымын. Ешқандай белсенді, жаңағы акиматтың адамы, тағы бір жердің адамы емеспін. Жай ғана өзім осы мына жерге баламды алып келем. Мына жерде қасында бір не бар ғой, мектеп. Соған баламды алып келем, күнде сыртынан көрем. Сыртынан көріп, сосын өткенде осы жердің басшысына келіп сұрадым, ішін көрсем бола ма, көрсетсем бола ма халыққа деп. Біздер тек сыртынан көреміз, ішін білмейміз, ішінде кімдер жатыр, олардың жағдайы қандай жалпы деген сияқты. Рұқсатын берді. Бүгін енді кіруге рұқсат берді, сол іште келіп түсіріп жүрген жайым бар. Енді егер сіз келіссеңіз, сізбен де шамалы сөз алмасайық, сөйлесейік. Пожалуйста. Есіміңіз? Есім Шотаев Айбар Галижиденұлы. Шотаев Айбар Галижиденұлы. Жасыңыз? Жасым 65-те. Зейнетке шықтыңыз, иә? Зейнеттен 2 жыл болды. Мына жерге осындай күйде келдіңіз бе, әлде? Осындай күйде келдім. Не болды, қандай жағдай жалпы? Ешқандай жағдай жоқ. Қалайсың? Мен Атыраудан тұрғынмын. Ағайындарының бәрі неге көшіп кетті? Астана деген жерге. Апам, жездем, қарындасым, күйеу балам, інім, келін, 2 інім солдай неге көшіп кетті Астанаға. Мен жалғыз өзім қалып қойдым мұнда. Ағайындар жоқ. Алып баратқан. Балдарыңыз жоқ? Жалғыз балам бар. Ол бір себеппен сондай жағдай болды. Жалғыз балам. Өзім айттым балама, мен кетейін деп. Соны сұрап, мен мұнда жаттым. Жатып отқан түрім бар. Үйде енді бағатын ешкім болмағасын, балаға қиын шашып. Жалпы енді ата-ана қай кезде де баласына бір қиындық түсіргісі келмейді ғой, шыны керек. Қиындық түсіргісі келмейді. Оның дұрыс. Бәріміз де қазір, мен де қазір 6 бала өсіріп отырмын, Құдай білсін, ертең олар үлкейгенде мен қандай жағдайда боламын деген сияқты, олардың санасы қандай болады. Бірақ енді ешқайсысына жамандық тілемейсің ғой, ешқайсысында бір өмірінде қиындық болғанын қаламайсың. Түсініп отырмын, сізді. Өзіңіз келдіңіз? Өзім келдім. Балаңыма айттым, ал мен барайын деп. Негізі мен көп болды. Әйеліммен айырылысып кеткенге біршама болды. 20 жылдай болды, бірақ енді бірге тұрып жүрдік. Келіспеушіліктері болды. Әйеліңмен өгім. Соны келіспей осындай қалып қалған жағдайым бар. Астанаға көшіп кетті дегендеріңіз кәдімгі өзіңіздің бір туған? Өзім туғандарым бар, туғандар. Ол кісілер хабарласып тұра ма? Хабарласып тұрады. Шақырды Астанаға. Неге бір Астанада орын жоқ бака. Кетіп ойыңызда бар да? Иә.
анда орын жоқ, оны басқа айтып отыр, мында алып келейік сені. Артыңнан барып, әңгіме соғып, балдар бар, келіп тұрады ғой. Шынында жалғыз өзің не етіп берсін, жатап деп не етіп жатыр. Барғыңыз келе ме әлде де? Негізі мен единоличникпін. Көп болып, неті базасын алып, жұрттың несін еткім келмейді. Бірінші, ең бірінші салайық дегенде, неге Астанаға бармаймын дедім. Мұнда жатамын деп. Мына жағдайда қалай, қазір ауырып жатсыз ба, не болып жатыр? Инсульт шықты, мына оң қолым Оң жақ жасамайды, иә? оң жақ жасамайды. Ол осында келгеннен кейін болған жағдай ма? Жоқ, келместен бұрын. Келместен бұрын осы жағдай болды. Сосын осында келдім. Қанша уақыт болды мұнда жатқаныңызға? Жыл жарым болды. Жыл жарым. Коляскаға отырып, коридорда кино көріп отырды аға дейді. Иә, коляска бар. Мұнда құрдастарым бар, кішкентай үлкендер бар. Общение, печенье. Үйде жатсам, менде ондай общение болмайды. Концертке бардыңыз ба мына түске дейін? Бардым. Қазір түс қайта тағы болады ғой. Болмайды. Жаңа келіп қызарсыды, айтып етті, болмайды. Болмайтын болды ма, келмейтін болып қалған. Ауа райына байланысты. Жақсы аға деген концертке барады, неге өткізілген телефонымен коридорға шығады, бірінші далаға шығады. Сондай жағдай болып жатыр. Памяттен шығар. Қазір ұмытып қалым. Бірдеңе айтам да ұмытып қалам. Бірдеңе айтайын деп жатқанмын, ұмытып қалам. Менің 3 немерем бар. Қызы бала. Осында Атырауда, иә? Осында балам. Келіп тұра ма, келіп тұра ма? Жоққа келмейді. Негізі көргіңіз келе ма? Неге әкелмейді дегенім ғой? Мүмкін өзіңіз қарсы болған боларсыз. Жоқ, жанды жерден шақтың. Жоқ, мынандай жағдай болады ғой, кейде бір өзіңіз қарсы болып, жоқ, әкелмей, мен мынандай жағдайымды көрмесін деген сияқты, немесе... Ондай да ой болды. Может, сондай да олар. Жақсы көреміз, балдары неден шуын. Оларды мен дейтін ең дүниедағы не ғой. Соның мен айтайын деп отқан не? Содан болып кеткен болмас қылып. Аттан ұмытып қалам. Вот сондай не память жоқ. Бірдеңе сөйлеп отқанда резко ұмытып қалам. Енді ол жаңағы инсульттің нелері бар. Иә. Соны олар резко ұмытып қалам. Бұлай негізі 65-ке келген адамға ұқсамай жас көрінеді екенсіз бірінші көргенде. Мен негізі спортпен заниматься етем жас кезде. Вообще жақсы не болды. Өзімді өзім көтеріп жүрдім. Соны олар. Менің құрдасымды айтсайшы, мені ұмытпайсың ба? Менің затымды ұмытқан жоқсың ба? Көрдім, қойып ұмытпай бастады. Құрдасымды. Кезінде болды қой. Қазір де жақсысыз. Қазір де әдемі жігіт. Қазір қой. Коляскада отырғанда Қалдық қой. Жоқ, мен жаңа бірінші кіргенде сізді 65 жас деп ойлаған жоқпын, одан жас деп ойладым, шын айтайын. 65 жасқа жас көрінесіз. Мүмкін. Бұрын кім болып жасадыңыз? Болды. Фельдъегер спецпоручение. Қалай? Фельдъегер по спецпоручению. По спецпоручению. Егер, да? Егер, орман... Жоқ. Спецпоручение деген ол. Документ секреті. Секретный документ.
Мә, қасқа неге айтпайсың? Госслужбада жасадыңыз да бұрын да? Соланы оны ар жағын алған. Жақсы, енді бір сөзбен айтқанда әскери адам болдыңыз. Жоқ, оны айтпай ақ қояйын. Жұмыстан алғыз. Басқа бірдеңе сұрайсыз. Секретный войска. Жоқ, түсінікті, жақсы, түсіндім. Уже Жоқ, оңға емес, мен просто мына семьямен айырылысып кеттім. Енді болады ғой онда. Соның несіне көп береді деп айтады. Соның несінен осы сөз тоқтап. Өзің біле бересің, соға тұғарды. Сосын барамыз. уайымнан болады ғой негізі. Уайымнан. Уайым, стресс. Иә. Сол түсінікті. Енді біздің Атыраудың жастарына, жалпы Қазақстанның жастарына айтатын ақылыңыз болса, енді бірталай жасқа келдіңіз, бірталай нәрсені көрдіңіз, өзіңіздің өмірден алған сабағыңыз, өзіңіздің бір өкінетін нәрселеріңіз болса, мен осыны жасаған жоқпын, жасауым керек еді. Сондай бір өкінетін нәрсеңіз немесе бір ақылыңыз болса. Қазіргі жастар өте ақылды. Біздің кезімізде емес. Біздің кезде жастар ештеңе ойлаған жоқ. Әке-шешеге ойнанбады, қарады, тамақ әкелді, соны. Қазіргі жастар өте ақылды. Оларға ақыл айтатын менің ешқандай неміз жоқ. Олар итак бәрін біліп шыққан. Қазір құрттай балдар 3 жас, 5 жас қарасаң сотка жейді. Ол түсінікті ғой. Біздің кезімізде білмедік оны не екен. Қазір балдар құрттайынан бастап 50 ақылды недері осы бәрін біледі. Біліммен адамның өмірден алған тәжірибесі екі бөлек нәрсе ғой. Тәжірибе болғанда тәжірибеде қандай қателіктерге ұрынбауын айтар едіңіз, қандай нені жасап, нені жасамауды айтар едіңіз. Мысалға, өзіңіздің бір жасаған қателігіңіз болса, өмірден бір басыңызға тиген сабақ болып, осындай нәрсеге ұрынбаңдар деген сияқты. Білмеймін. Қатты ойланып кетсем ойым ауырады. Сосын көп ойланбаймын. Түсінікті. Онда сіздің мазаңызды көп алмай қояйық. Рахмет көп уақытыңызды бөлгеніңізге. Мүмкін сізге де бір көңіліңіз көтеріліп қалған бар, мүмкін ішіңіздіңізбен бөлісіп қалған бар. Рахмет. Аман болыңыз. Рахмет, сау бол. Үшінші үшінші этажда дәл осындай олар. Бірінші этажды көрейік. Қай жақта? Ашық тұр ғой. Жақсы ол, түсінікті. Осы укол саламыз. Системасын саламыз. Дәрісін береміз. Дәрілері по назначению тұрады. Назначение. Жаңа врачқа барып қаралып келеді ғой. Содан кейін келіп, мындан келеміз, мына уколдардың таблеткалерін бәрін үшін саламыз. Система бәрі. Бүгін мысалға тек қана 2 кісіге қалған. Назначение бойынша ғой, больница. Дәрілердің барлығын үкімет қамтамасыз етіп отыр ма? Или әлде бір жаңағы зейнеткерлердің осында түскен ақшасынан алына ма? Осында ақша түскенде деген 70% біз Астанадан неден ұстайды ғой да? Өздері ұстайды. Астанаға кете ме даже? Өзіміз заявка береміз. Счетқа келеді ғой. Жоқ. Мұнда жатқан зейнеткерлердің ақшасы счетқа түседі, жоқ, бюджетке түседі. Осы ұйымның бюджетіне түседі, содан алынады да дәрі-дәрмектер. Әлде акиматтан бөлек тағы көмек бар ма? Жоқ, осы неден алады. Тамақ бәрі. Бүткіл мына простыня, не бәрі осы ақшаға алынады. Больше средства неден. Бәрі бар ғой. Мен ойлағам ғой, бұл енді үкіметтік мекеме болғасын бөлінетін бар, бір жыл сайын бюджет.
бюджет бөлінетін болар деп. Осыған не бөлініп келді ғой. 15 жылдан бастап Иә, өздері қайтадан. пенсияның 70%. 15-ке дейін үкіметтен бөлініп кетті. Ары қаратай уже өздеріңіз қамтамасыз етіп кетсіздер, былай қарағанда да? Бюджеттен бөлінеді ғой. Бюджеттен бөлінеді. Сосын пенсиясы өздерінде 100%. Зоя такие қойылған жатыр. Иә, машина барады қазір. Мына кімнен алам дегеніңіз кім? Қайда? Мына Зоя ападан. Рахмет. Қазір соңында сөйлесеміз, бірінші этаж қарап шығайық. Бірінші этаж. Қазір. Жүріңіз. Камераның батарейкасын қарайыншы, нормально ма? Қанат не? Нормально. Телефон соққан. Кім? Телефон соққан. Пока қояды қалды. Мына жақта уборка жүріп жатыр. Сыртқа? Бүгін күн жақсы болып тұр ғой, далаға шығып кеттіңдер. Свободный режим. Неге де барады? Базарға барады, қайда барғысы келеді, барып келеді. Күндіз қайда барғысы келеді, сонда барып келеді. Свободный режим бізде, иә. Тек қана өздерінің нетпейтіндер ғой, бара алмайтындар. Қарасында отыратындар, ақыл ескендер олар бара алмайды. Мысалға, өз аяғымен жүріп тұра алатын кісілер таңертең тұрады да, сіздерге ескертеді, иә, осындай жерге кетіп ескертеді, вахтерға жазылады. Телефон тастайды. Сосын барып бат. Осындай уақытта келем деп кетеді. 2 сағатқа ғой, 2 сағатқа. Ал үйдеріне керек болса үйіне жібереміз, бірақ оны жазып алып кетеді. Өзінің ағайындары телефонмен, адресімен қалдырып, телефонда отырамыз. Бір күнге алып кетіп алады. Енді бар, қазір. Мына бұзаты бар. Ассалаумағалейкум. Алдыңыз ба? Сіздер неге келген, сіздер айтсаңыз. Сөйлесуге рұқсат берсеңіз, сізбен шамалы сөйлесуге рұқсат берсеңіз, маза. Мына дауыс құттай құнағысымен. Мына сіздердің жағдайларыңызды білейін деп келген кісі. Мына қарттар үйінде қандай не бар? Сөйлесе алмайсыз ба? Жоқ, сөйлесем. Жоқ, отдышка деп отырсыз ғой. Жақсы ма? Менің есімім Берік аға. Осы Атыраудың тұрғынымын. Жалпы бұл мекемені біздер тек сыртынан көріп өтеміз де, ішінде не болып жатқанын білмейміз ғой. Дұрыс. Сол ішінен де көрейік деп келген, іштегі жатқан адамдармен сұхбаттасып, кішкене әңгіме айтып, егер рұқсат болса сізбен де сөйлесейік. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Не осында жатқан? Таныстырып өтсеңіз өзіңізді. Аты жөніңізді. Атым Бақытқали, фамилиям Жұмағалиев. Жұмағалиев Бақытқали. 17 жылдан бері осындамын. 17 жылдан бері? Жағдайым жаман емес. Ауырамыз, қарасақ, дәрігерге барамыз. Шыда басқа не айтамын, ем алған. 8 жыл болып қалған, осында мұнда жүргеніңізге? Жағдайым жақсы. Тарауыз бар, бәрі. Жасыңыз? Жасыңыз? 80-ден асып кетті ғой. 80-ден кеттіңіз. 43-қа. Мына жерге қалай келдіңіз жалпы? Ешкім қалған жоқ. Яңғыз қалдым ғой. Ағайын туысы, бала-шаға ешкім жоқ, немере? Жоқ, ондайлар жоқ. Жалпы Атыраудың тұрғынысыз, иә? Атырау. Құлсар? Кім болып жүрсетіңіз бұрын? Боровойда жүрсем. Боровойда? Қаяқта? Құлсарда. Нижний Ембинский. Нижний Ембинский? Оңтүстік барлау екпін. Южный Ембинский. Кім болып істедіңіз Боровойда? Помбур. Помбур? Өте қиын жұмыс негізі. Содан ауру таптық қой. Аянбай еңбек етіп отанға. Мен де мұнай саласында жасадым, 12 жылдай. Боровойдың басында жасау екінің бірінің қолынан келмейді. Қиындау. Ол нағыз бір характері бар, сондай адамдарға берілетін жұмыс. Неше жыл жасадыңыз сонда Боровойда? 12 жыл жасадым. Боровойда. Оның алдында? Су сояқтың су Боровойдан айналсын жүрмін. Слесарь болып, анау-мынау. Өмір бойы мұнайшы болып өттіңіз?
Сол жақтан зейнетке шықтыңыз ба? Жоқ, пенсияға сол жақтан шықтым. Сонан шықтыңыз. Боровой болып. Памбур. Омбыр. Көп күш керек ол жұмыс жасауға. Екінің бірі жасай алмайды. Мына бір ауру пайда болса, ем алмай қалам. Жүрек. Жүректе темір тұрған батарея. Стимулятор дейді ғой. Оны батарейкасын ауыстырып тұрады ғой еще қайта-қайта. Ауыстыратын ба, әлі ауыстырған жоқ. Осында кезінде ауыстырған жоқ па? Ауыстыратын болар, ауыстыру керек. Қай жыл салынды ол? 16-та салды ол. Мәссаған, 9 жыл. Неше жылда? 20 жылда ма? 10 жыл дейді ғой, білмеймін. 10 жыл ауыстыра ма? Контура жасап отыр ғой. Өздері келіп алты ай сайын. Жоқ, барып қаралып тұрам, қарайды. Аппараты бар, қарайды. Сроға соғысын бәрі есептеп отырады. Бір-екі айда болды, қара алмай отырмын. Мұн жақта жағдай қалай жалпы? Жағдай мен жаман емес. Жатырады ештеңе жоқ. Мынандай үй табылмайды ешкімде. Жағдайымыз жақсы, тамағымыз бар, дәрігеріміз ішімізде, монша қасымызда. Білген кісіге жақсы енді, түсінбеген адамға білмеймін. Мен де қазір көріп келатырмын, бұл екінің бірі үйінде де бүйтіп бағалмайды. Таңертең жұмысқа кетеді, кешке жұмыстан келеді. Моншаң қасыңда дәрігер міне. Не керек енді? Аппарат жерім аппарат. Қайда аппаратын? Бар жақсы. Мәшина бар, аппарат. Болады екен де жағдайымды. Жағдайымыз жаман емес. Ол түгілі кішкентай үйдің ішінде де ұрыс болып отыр. Үйде оңандай жағдай жасаймын. Іштен кісі бір жерсін әбетті. Үйде кісі жоқ болса кім қайсы саған? Түсінікті. 4 мезгіл тамақ. Жағдайымыз солай. Бос уақытта немен айналысасыздар? Іште. Бұл жерде не бар? Заниматься ететін. Тренажер. Тренажер. Бана бөлме ғой. Жазда далада бар. Бар, тренажер. Қол өнер, бірдеңермен айналыспайсыздар ма? Жоқ. Концерт көресіздер? Тренажеріміз бар. Далада спорт неміз бар. Жағдайымыз жаман емес. Кітапхана бар. Бәрі бар. Көп бар. Мекемелерге концерт көрсетіп тұрады. Театрға барады. Негізі былай қарап тұрсақ, мысалға мынандай ой қалыптасады ғой. Қарттар үйі жойылса екен, болмаса екен деген сияқты ой қалыптасады. Бірақ бір жағынан егер бұндай жер болмайтын болса, шынымен бала шағасы жоқ мынандай кісілер қайда барады? Кім бұндай етіп бағады сіздерде? Көшеде жатыр? Жоқ, соны айтамын, кім ешкім бақпайды ғой бұндай етіп. Телевизордан қарап отырмыз. Қарттар үйін жоқ қыламыз дейді. Қалай жоқ қылады? Жоқ қылса біз қайда барамыз? Жоқ, соны айтып отырмын ғой енді менде. Шынымен егер жоқ болатын болса, сіз сияқты адамдар қайда барады? Баратын жер жоқ, ешкім бақпайды бұндай қылып. Өлетін, қылмыс жасайтын, әлі келсе қылмыс жасайды. Не істейді енді, жағдайды. Бір көзек нан ішкен өлімге барады. Барады? Адам мұқтаж болса бәріне барады. Бәріне барады. Ой, жасырады ештеңе жоқ, мұқтаж болса бәріне барады. Енді оны өзімізде жайлап өмірден алған тәжірибемізден көріп келатырық қой. Көріп отыр, телевизордан айтып отыр. Мұқтаждық кез келген нәрсеге алып барады. Солай жағдайымыз. Өздерінің шын сұрап отқандары несі ғой? Жағдайымыз жаман емес, жақсы. Түсінікті аға. Кейбір адам оданбайтын болар. Бәріне бірдей жағу ғой енді болмайды ғой. Бізге дейді. Әсіресе алқаштар бар. Олар оданбайтын болар. Арақ ішетіндер. Оларға оданбайды. Мен қазір бөлмелерді аралап келатырмын, ешқайсысында андай біреудікі жақсы, біреудікі жаман дейтін жоқ, бәрінікі бірдей жағдайы. Телевизор бар, холодильник, шифонер екеуі бар. Екі адамнан жақсы ғой. Қыдырам келсең, қыдырам. Ағайындарың келсе алып келсең, пожалуйста. Солай жағдайымыз жаман емес. Бір жерден алады. Аға, рахмет көп. Ойыңызбен бөліскеніңізге. Жастарға айтатын ақылыңыз болса айтып жіберіңіз. Қазір ақыл айтатын үлкен кісілер де жоқ. Өмірде өкінетін нәрсеңіз бар ма? Жоқ, өкінішім жоқ. Өкініш жоқ па? Өкінетін ештеңе жоқ. Жасадық.
Жоқ, кейде бір ойланып өзіңіз отырып, мынаны жасамай кеттім, мынаған неге жасамадым дейтін өкініш болмай ма? Өкініш жоқ. Баратын жерге барлық қыдырдық. Өте тамаша, өкінбей өмір сүрген адамның өмірі тамаша болады, иә. Өкінбеймін. Бір ойда жүргенде бір шама жерді араладық. Рахмет көп сізге. Соның бәрін араладық. Не өкінетіні бар? Өзің. Тамаша. Солай. Рахмет көп аға. Ауырмаңыз, аман отырыңыз. Бұл жақта инсульт алған тұра алмайтын адамдар жататын жағы да? Тяжелый. Жоқ, ондай не қажет жоқ. Қыздар қаңқы салып тұрғанда болып тұр. Ар жағы памперс тұрып кел, бізде памперс салып тұрады. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Ол жалпы жоғары мен астын. Бұл жерде жататын адамдар екен, да? Жататын жерде. Мазалана алмай қойық оны, жақсы жататын адам болса. Мынау арнайы сол кісілерге жүруге, ұстап жүруге арналғанда, екі жағында поручендер. Ұстап жүретіне жайлады, төленмейтіндер қаласы білемейді. Өзіміз шығарамыз. Бәрін ауыстырып жатқан баққа. Бірақ сондай постель, сондай не кіріңіз де біліп ойыңыз. Жоқ, мен жай жоғары мен төменнің айырмашылығы бар ма екен? 2 мен 3 бірдей. Не адамдар андай. Мұнда мына дея кішкене. Мұнда енді өз естерін біле алмай тамақтаймыз, уход. Ауыстырамыз, тамақтаймыз кішкентай болар сияқты. Кім қайда? Жайнабын. Жайнабын жақсы. Мына қыздар уходты мұнда нелер, мына ауыстырып, тамақтап дәмдеп, міне. Рахмет, еңбектеріңіз Алладан қайтсын. Бұлар қазір балаша бағып отқан қазақша айтқанда. Шын айтсам, көріп қазір шок болып отырмын да, мынандай кейбіреулер өзінің ата-анасын былай бақпайды ғой. Бүгін деген апай, мына кісілердің ұяқтың бәрін тойып, ауыстырып тұрады. Оңай емес үлкен кісілер. Қырғысы бар. Түсінікті, онда мына жақтың Францияда 43-піз вообще, осылар неде жатқан төмен. Мына Жайнагүл деген мейірбике осылар бәрін уход. Уколын салады, рахмет көп сіздерге. Сонда үлгермесек жақпай жатамыз ғой. Мен жақпай жатыр дегенде, енді іштегі адамдардың кішкені ұмытып қалатын нәрсе, сосын ғой ақыл есің. адам үлкейген сайын кішкентай бала сияқты бола бастайды ғой. Иә, дәрі берсе оны ұмытып қалуы мүмкін қазір. Бірақ вовремя беріледі. Видео бар ғой, камерамен істеп отыр ғой. Бар камера ішімізде. Ренжітпеуге тырысамыз негізі. Ешқандай оправданияның қажеті жоқ, бұл жерде еңбектеріңізді көріп тұрмын шынымен. Өзіңіз көріңіз иә. Мен кіруге ұялып тұрмын, шын айтсам. Ешқандай ұят жоқ. Өзіңізбен көріңіз. Біз айтқан қандай тяжелый адамды қараңыз міне. Өздерінен сұраңыз міне. Ең жақсы осы бізде іштегі 90-шы жылғы. Ержан деген. 90? 90. Амантай бар міне, жаңағы жігіттің құрдасы ғой. Ол менің құрдасым жаңағы Шотай екен. Просто жағдайларыңды қарап жүрген ғой. көріп жатыр ғой. Көріп жатыр, қарттар үйіне танысып Әңгімелескің келе ме? Айтыңдар. Албың бар ма, тамақ ішіп жатсың ба? Ассалаумағалейкум. Тамақ бере ме, дәрі бере ме айтыңдар. Есімім Берік. Жалпы Атыраудың тұрғынымын. Мына жерді жалпы сыртынан көріп жоқ қой, енді ішінен де көріп, іштегі жағдай қандай екен, сырттағы халық білсін деп жүр. Айтатын болсам мен айтайын оны. Айту керек. Жата беріңіз, ешқандай мәселе жоқ. Тамақ түсің бірінші. Мындағы тамақ түсің. Тамақ беріп шешуім. Ема, ішінде дым ет жоқ. Ет жоқ? Иә, ет жоқ. Компот беріп, дәм жоқ. Оны айтымыз ғой, түсеміз. Ал қашын. Мұнда қанша болып жатқаныңызға? Мұнда ол шай болды, шайдан кеттім үрден. Жаңадан келді жаңадан. Найыл деген найыл. 3 айдан бері сондай ма сонда? Жоқ, ондай болған жоқ, ондай емес. Әлде бір Арасында болатын болған. бір апта сондай болып та өзгеріп тұра ма или қалай? Иә, өзгеріп тұрады. Bir mezgilde жақсы болады, bir mezgilде нашар болады да. Иә, солай. Қазір нашар болып тұр. Я анда перлок бірден өтті таратпай. Мен перлокты жемеймін да құрсын, жемеймін, гречки жемеймін. Перлокты да жемеймін ондай. Тек андай каша, не күш болса жеймін.
жақсы. Былай. Басқа жағынан жағдай, мына доғдырлар жағынан, жалпы іштей қызметкерлер жағынан бәрі жақсы ма? Жақсы болған, былай жақсы енді. Жақсы былай. Өзіңіздің ағайын туыстарыңыз бар ма? Бар. Олар келіп тұра ма? Келіп берді. Мұнда сіз өзіңіз келдіңіз бе, әлде туыстарыңыз алып келді ме? Жоқ, мен өзім келдім. Өзіңіз келдіңіз, иә. Үйде осындай уход болды ма, мұндағыдай? Үйде болды жалпы. Адам қалыпты, ағандай кетті үйге жалпы. Жоқ, мұндағы уходта жақсы сияқты, мен просто сырт көзге қарап, мен просто байқап келатырмын да, адамдарға енді... Адам жатпағысын білмейтін ешкім. Жаттың білесің бәрін, көршісін бәрін білесің. Жоқ, түсініп тұрмын, жалпы айтам да, енді бұл кісілердің жұмысы оңай емес екенін көріп тұрмын қазір. Оңай емес, білем оны. Әртүрлі адам бар іште, неше түрлі адам бар, әртүрлі характер бар. Бәріне жағу керек, бәрінің көңілінен шығу керек. Сол сізден сұрап атқаным ғой, жалпы әрдайым жағдай жақсы ма, әлде әртүрлі болып тұра ма? Әртүрлі болып тұрайын, бәрін бірге жаман деп айтпаймын. Бірде жақсы, бірде нашар. Сондай бірдеңе. Бірақ әйтеуір күн көруге болады. Күн көріп отырған жалпы. Ұлды отқан ішім жоқ, күн көріп отырған. Келмен жаным бар, ашық өтіп. Аяғым болса, былай жақсы қолым сеп тұр жұмыс. Оңғасына әйтеуір қол семейді кіші адам қасына. Оң қол семей, аяқ семей, оң қиынды мысалы. Қол семейді, аяқ семей. Мен әйтеуір қолым сеп, оң шық. Аяғынан дәріңді жансызданып қалған. Абайлы оған. Перевес жасап жатыр. Бәрінде перевесін жасап жатыр ма? Сөйттім мағыпайын. Жасамай айтсайық. Адай байлам, адай басты. Медицина жағынан көмек бар ма? Жоқ, бар болды. Келі Марта. Ержан нашар деп. Мен біледім, Марта баяғы айттым жалпы. Тамақ нашар деп жатыр ал. Компоттың дәмі жоқ дейді, ішінде ет жоқ дейді тамақтың. Бұл алдына айттым Марта өзіне түсінді жоқ. Тамақ меню бойынша жазылады. Мен диетсестрамын, көптен істеп келе жатқан. Меню бойынша жазылады. Ет жоқ, мүмкін емес. Етсіз қалай тамақ салады? Бұл кісі деген не ғой? Асханаға келетін еді бұрын. Бір ауырып қалып, келмей қалды, соң қайтадан асханаға келді. Енді бұл кісіден тек осы күні кеше тамақтың дәмі жаман. Енді компот деген нормальный ғой. Компот өзінің нормасымен, қазір. Компот өзінің нормасымен, ішіне қанты, мөлшерімен кәдімгі қат положен салынады. Сосын ол мысалы бұларға қырыққабат, картоп, перловка біз жемейміз дейді. Ол бізге менюға кететін жоқ. Кәдімгі менюмен кететін тамақтар ғой. Кез келген жерде, армияда да, сізде балабақшада да бәрі ол деген кәдімгі күнделікті жоғарыдан бекіткен приказбен бекіткен тамақтар онымен деген жіберуім керек. Бір адамға қанша мөлшер кетеді, мен өзім нормасы бар. Меню, раскладка, тақтада жазылып тұрады, қолымызда бәрінде жазылып тұрады. Раскладка бәрі. Тамақты енді күнде қарап нетуге болады, оның ештеңе жоқ. Ол менюда не беріп жатқанда қарауға болады, асхананың ішінде тақтада жазылып тұрады. Асханада көріп шығайық. Жалпы басқа бәрі жақсы ғой. Бәрі жақсы ғой. Перевязкін жазып жатыр ғой да, жақсы ғой қазір кішкене. Ержан өзі жақсы ғой. Рахмет, бірдеңе неткенде кәдімгі жақсы нетеді ол. Пролежін айтшы. Ол кісі деген пролежбен келді, больницаға салып алдық та. Қанша совсем состояние жаңа айтып отыр ғой, диетсестра бара алмай қалды ғой тамаққа. Қазір жақсысың, қарашы, Менің арқасы, оқуттың арқасы ғой, даже жақсы. Бізге айтыңызшы, жалың бар ма медицина? Енді нағылдайсыз. Тамақты да солай беріп жатыр. 4 мезгіл тамақ береді. Қазір жақсы енді, жақсы болды ма? Шамалуқты алдым. Алдында ма? Қазір жақсы болып кетті. Бірде жақсы, бірде жаман, жақсы. Алмай, мана винегрет бірден беріп, қазір жақсы болып кетті. Алдында шамалуды және өтеміз. Тағып белік қойып, белік көші ет жоқ. Оңға ішін мысалы. Ондай ит жемей ит. Не сонда малмышмын жатқан адамы бәр. Соның үшін, да? Жоқ, тамақ бермей берек. Мысалы, алды ет салмыз, екі ет салмыз, ішіне екі ет көз жоқ, бір ет сөйтін. Оны қалай қиып салып көз. Құтағанда мысық көтіне бірдің. Іште 90 қанша адам бар? 98. Бәріне бірдей ғой меню, да? Бірдей. Диетический столдар Жұрдан бар 3 адам, 9 стол. Сақыр. Қалғандар.
Жақсы бауырым, рахмет көп. Аман сау бол. Өзің аман. Түсінікті көріп тұрмын. Ол ойылып қалған себебі үйде уход болмаған ғой. Ол баланың былай оқысы келген, ол баланың дейсі жаңа креслоға авариядан кейін қазір ол жақсы деп отырады да, қазір жаман дейді, өзі білмейді, ішкен тамақ ішіп келеді тасталмайды, қайтып келіп ішсе тағы ішеді. Қайтаға дұрыс сөйлеп отырған, ол қазір бәрін мысалы тамақ ішіп келеді де, қайтып келіп білмей қалады қойғанын. Енді бұның ішінде тек ол емес қой. Қалай келіп тұр? Коляскамен келе ма қалай? Асханаға жағында? Енді оларға деген қарсы атака жасай алмаймыз ғой. Мұнда басқа палаталарға кірмей-ақ қоя, біріншіден қажет жоқ. Столовыйға барып ішеді, жабысты, жаңа тұра алмайтындар, бармайтындар. Іштен әкеліп келеді. 42 адам асханаға келеді, қалғандар 3 этажда болады. 42 адам асханаға келеді? 42 адам жүретіндер асханаға келеді, қалғандардың бәрі 3 этажда. Апарып береді? Буфетшілер, не бар ғой, лифті бар ғой. Сонымен апарып береді. Кім батыры білмейді. Тамақтану мезгілдері. Таңертең 8:30-нан 9:30-ға дейін. Жем-шидектер, шырындар 11-ден 11:30-ға дейін. 11-ден 11:30-ға дейін. Соқтар, шырындар нелер тастады. Былай, кіре беруге болады ғой, сырттың аяқ киіммен немен. Ары қарай, мына жерге болады деді, ары қарай. Мына тамақ ішетін жерлері. Осы жерге 40 адам келеді. Қалғандарды бәрі жүре алмайтын адамдар ғой. Жаңағы ержан мына жерге отырады. Ыңғайлы, себебі араларында отыра алмайды. Ну, раздача, я? Ну, раздача, тамақ пісіріп. Тамақ мына жерден беріледі, әркім өзінің тамағын алады да отырады, Ана менюді көрсетші, күнде. Айтады, меню қазір 28-ін алып. Составлять етеді ғой. Қазір аяққа барып жазып отырады. Ну, ертеңгі мысалға, я? Жоқ, мысалы мынау ертеңгі да. Мысалы міне 3 күн біз уже 2 күн демаламыз ғой. Мысалы, мен ертең бір күн біз демаламыз да. Мен осыны жазып кетемін. Мынау бірінші күнде жазып кетемін. Себебі поварлар уже тамақ алады ғой. Мынау 3 күннің менюі да? 3 күннің менюі. Қазір 28 ана. Бірі, екісі, үші. Журналға толтырып жатыр едім. Жоқ, осы бірінші өшеден көрсетейін. Мысалға міне ертеңнің менюі. Мынау ертең меню. Таңертең мысалы күнде түрлі каш, 7 күнде 7 түрлі каш желінеді. Сармайы бар, ірімшігі бар, сүзбесі бар, қаймағы бар. Сосын уже мына сағат 11-де жаңағы алма мен жүзім. Мынау не ғой енді? Жылдың аяғында тамақтар уже азайып, порталдан өтеді ғой, білесіз ғой. Жаңа жылдан бастап сол кішкене кеш неткесін ғой, жаңағы алма кішкене жоқ болды, тек енді кешегі дегені. Енді уже бәрі өтіп жатыр. Ертең мына жерде уже апельсин, соқтар, жеміс шырыны, қызанақ шырыны бәрі болады мына жерде. Сосын мына түскі тамақ, міне. 9-шы стол деген бір 3 сахарымыз бар, оныкі бөлек міне. Сосын сағат деген мына полдник бар, түскілік. Бұл вапи береміз, печенье, булки, әртүрліне. Сосын кешке айраны мен жаңа піскен тамақ. Бұл өзгертілмейді ше, мына утверждается директор. Иә, мына уже қол қойылған. Бұл өзгертілмейді. Уже мен жаздым ба, мен медсестра бүгін жазып кетуім керек. Себебі мен ертең келмеймін ғой. Бірінші күні келмеймін, бірінші күні уже 9-да келгенде бұлар уже пісіріп қояды бәрін. Сол үшін мына осы, мен айтамын, нағыз етпесеңдер, мына қазір фото любой адамда сотка бар ғой, түсіріп алыңдар, не беріп жатқан, не етіп жатқан дейді ғой, нетеді ғой. Мына көреді қыздар өздері. Жоқ, кейбір адамдар үйде бұндай тамақ ішпейді ғой, дейтін кәдімгі меню мықты, жақсы. Жамандағанымыз емес, біз қарттарға қарсы жаңағыдай не айтып отырсың деп те айта алмаймыз ғой енді. Былай қарағанда, иә. Бұлар кейбірде даже үлкен кісілер осы жерден жеп, астарын қайтарып рахмет деп кетеді де, бірде келіп тұрады, мен тамақ ішкен жоқпын деп. Иә, енді нағыз қалып жатса, мә деп тағы береміз, но бірақ енді ішіп кетті. Оны қалай айтасыңдар? Мен ішкен жоқпын дейді, болды берген жоқсыңдар дейді. Ол негізі жақсы, шүкір, бәрі де рахмет айтып кетіп жатады. Қыздарға рахмет, қолдарын дет көрмесін деп нетіп жатады. Осы жерден ішеді, оның ешқандай несі жоқ. Ол біреуіне көп, біреуіне аз емес. Как положено, мысалы меню, мен раскладкасын жасаймын, ана жерде уже нормасы бәрі бекітілген, сол бойынша беріледі. Мысалы 200 грамм кефирмен бір стақан бәріне болады. Иә, 200 грамм кефирмен бір стақан кефир. Енді етте қазір мысалы енді тек қана мякті келмейді ғой. Мысалы жаңа астығат деген өзіңіз де білесіз, үйде де жілік алғанда бір табақ сүйек емес пе? Ол енді оны бізге сүйекті жаңағыдай
неге қосылып бергесін, бұл піскенде де жаңа сүйек шығады қалай да. Сосын олар уже енді 2 түйреде бұл өзі грамм ғой, грамм, иә, 70 грамм. Күнде сорпа. Мысалы, былай айтайықшы, первый сосын второй жемейді ғой. Бұның тамақтар жақсы. Овощтың түрі бар, түрі. Селедка. Сол айтып тұрмын ғой, үйде бұндай тамақтанбайды адамдар. Не екінші тағам жейсің, не бірінші тағам жейсің, не пісіреді соны жейсің ғой, мына ішінде енді. Жоқ, бәрін жейді. Әбетте сорпа ішсең, үйде каш жемейміз ғой. Бұнда екеуінде ішіледі. Балық черезден беріледі. Балық енді келеді беріледі, черезден беріледі. Қандай балық? Айран деген күнде. Сазан келеді. Осы жергілікті да? Иә, жергілікті, иә, өздері. Ана, неден алғандар ғой өздері әкеледі. Мына кісі, иә, ал бұл кісі тек өзі тамақ ішіп кетті, просто келеді ана сұрап тұрғаны, нан бере қойшы. Қазір кетеді қайтадан. Енді ол үлкен кісілер ғой, енді оны не айтасың енді, оны мысалы кет деп айта алмайсың. Жоқ, адам енді үлкейген сайын кішкентай бала сияқты бола береді дейді ғой. Оны мысалы біз қызметкерде 24 жыл істеп жатырмыз, мына кісі екеуміз, иә? Уже білесің, қыздар да біледі мені. Ішке бара ғой, аға. Болды. Жайлы. Тағы біреу бер. Жақсы. Жоқ, жейді ғой, нан көп. Нормасымен бәрі де нормасымен беріледі енді ол. Анау жоқ, дәмсі, добавка ол беріледі ғой енді. Жоқ, көріп кеттім, кейбір бөлмелерде алма, жаңағы нан, әлі тұрған. Добавкамен де беремін. Енді мынандай сұрағанда, енді солардың тамағы ғой, беріледі ғой. Ішке бара ғой, ана жолың нетіп жібер, көрсетіп жібер. Бара. Темек сатпаймыз ғой біз. Жоқ. Консилер ғой енді. Түсінікті, иә. Ондай не жоқ енді. Ол ержанда деген, енді жаңа медиктер айтып жатыр ғой, ол ішіп кетеді, кейбірде қайтадан келеді. Мен ішкен жоқпын. Или ан жақтан ішіп келеді. Түсінікті, ол ешқандай нетіп тұрған жоқ. Жалпы бірінші этаждың адамдары кішкене қиындау адамдар екен. Возрастта екеуміз пенсиядан жасап жатырмыз. Біздің орнымызға адам келмейді. Мен стаж жеймін да, мына дети. Шығайын деп, мен 65-теміз екеуміз ал. Одан енді біз аяймыз, баяғымыз. Мұнда бір орыс жасамайды, сізге айтайын. Не медсестра, не санитарка, не ням. Кілем қазақтар, ауылдың қыздары таңнан келіп жасайды. Тона дамбы, тона неден келеді? Бесте келеді. Осы жерде бар осы қыздарына. 8-де тамақ дайын тұру керек. Шын кетіп жасап жатқан қыздар, оларға білмеймін. Оларға не айтасың ал? Анаға қарайды ғой. Анаға желінбейді. Потому что ол кісі учетта тұрған кісі, кішкене басы, ақыресі кем. Ол ештеңе демейді қыздар. Қазір кішкене сол қайтып келеді мына сұрағы. Енді олар бәрі, Құлсарда интернет ашылды ғой. Өткенде 40 адамдар қатысты. Енді шүкір. Өзі қарап тұрмын, біліп тұрсың. Өзіңіз қарап тұрсың. Түсініп тұрмын, иә. Бірінші этажда кішкене қиындау екен. Бір үйде бір әке-шешеңе қалың қалай деп айтатын уақытым жоқ, қазір өліп қалаймыз ғой. Ол қанша психолог сияқтысын бір тамақ ішкізу үшін сол кісінің қасында бірталай тұрамыз. Бір дәрі ішкізу үшін. Мен медицинамын ғой. Көлікке бардық, суға түспейміз, 4-5 адам. Суға түспейді. Киімін шешпейді, көлік деген бар, Мамедали. Осында ба? Жоғарда, иә. Содан дейтін ең ақыр аяғында жоқ, неге суға түспейді, үстіне киімдер нелері кірлеген, үстінде киімдер қатып қалған кірлеген. Неге директор алып бардық, ана киім дейтін шипанердің ішіне новый киім, коммерсантский сумка толтырып целлофанмен. Соны айғай төбелеспен азарын естедік. Ақыр аяғында суға түскен жоқ, енді үлкен кісі ғой, бір жері ұрып қалар деді. Медсестраны шақырды. Қылар өзіне неге? Оның қорқатын себебіміз не ғой? Доктор алып қалса қазір кіркір болып түседі ғой. Сосын ақыры түспей ақ қой. Енді оны барлық іш киімдерінен бастап новый неге киіп алып шықтай болып кешке қарай келе жатыр тамаққа. Үстіне кәдімгі мына жерінде ою бар, кәжекейлер киіп алып. Мен айтамын, неге осыны кимейсің десем, ой, вы заставили анау. Үстіне киімді кимейді, ауыстыруға ерінеді. Суға түсмей айтамын, суға түсіп жатса рахат емес пе? Әппақ болып бұрқырап отырмай шампунды басына. Мүмкін бір комплекс бірдеңесі бар, ұялатын. Осы кісілермен біздер былай қарағанда тек қарттар дейді, ішкі нәрсені сіздің айтуыңыз дұрыс білмейді. Осы кісілермен біздер кәдімгі психологический нервімізді құртып, неге біздер қорқамыз? Осы кісілер ауырып қалса жаңағы, больницаға түседі ғой. Больницаға түсу үсті кір болмай ма? Мына тырнағын алудың өзіне бізге қиын. Сосын бізге айтады, сендер қарамай жатсыңдар, сендер осыны немтіріп сол үшін ақша алып отырсыңдар. Біз қаншама адамдар бар сондай.
бір 50 шақты адам бар қиын. Тырнағын алдырмайды. Ал тырнағын алдырмайды, суға түспейді, берген дәріні ішпейді, ішкізу үшін тұрасыз, жаңа жылы суын алып, ал ол кісімен тұрасыз екен, қанша артында 90 кісі бар, 90 кісі бар. Жайлы қарттар ойлайды. Салғасып, әңгімелерін айтып, ондай емес. Жаңағы қараңыз, жаңағы Келдібаев деген, мысалы ол кісі өте қиын бала. Енді аварияға ұшыраған, кішкене сотрясение басынан талған, бірақ сөзі дұрыс, қараңызшы. Сонда Келдібаев біздер көп. Қайта ол бала жақсы, одан да қошысы көп. Кішкене соң ауытқиды бірақ. Ауытқиды. Енді валид көп. Бұл қарттар емес, енді валидтер көп. Енді валидтер көп, бізде. Қарттар жоқ ондай. Баяғыда орыстар болды ғой. Білен қазақтар қазір қараңыз. Орыста баласы бар. Ертеден келген кісілер ғой. Орыстар жақсы, үлкен орыстар бар 80-90. Рахмет. Мен жасағаныма 24 жыл болды мысалға. 40 жасымызда келдік те, 40 жасымызда келдік, 65 келдік, 25 жыл болды ғой енді. Вот үйді білеміз осы кәдімгі. Осы сіздің мысалға сіздің кішкене тәжірибеңіз көп екен. Сіздің тәжірибеңізде болды ма? Жаңағыдай өзінің ата-анасын әкеліп тапсырғандар. Сондай жағдай болды ма? Просто бір киноларда, жаңағы тағы бір жерде өз ата-анасын тапсырған ешкім кездескен жоқ. Біз ондай балдар болған жоқ, әкежен. Бізде ағайындар әкеліп тапсырады. Мысалға інісі болады, иә? Бір мысалға қыз болса, үлкен қыз болады, кемпір болмай ма? Старый деп дейміз ғой. Енді оныкі баласы жоқ, мысалға. Менің балам мысалы болса сіңілім, менің балам өзімді жақтырмай отқанда тағы екі кемпірді қосып бақпайды ғой, дұрыс қой. Мұнда наурыздар жатыр ғой, наурыз олар. Олардың действительно ешкімі жоқ. Иә, ешкім жоқтар келеді ғой көбіне. Бірақ бала ата-анасын бүйтіп тапсырған жоқ, жетектеп жатыр. Ондай жоқ. Ол теріс тұғым. Тек жаңағы апада сияқты да, балам ұрды деп тұр. Жалғыз өзі сол кісі. Ол кісі характер. Шығарып жібереміз, шығарып жібергеннен кейін де ойымдаймыз. Ойбай, Толкуновтар ма, анау қайда, әлгі кім еді? Бауыр басып қаламыз ғой үйіміз. Сосын біздер отпуске кетейін деп жатамыз ғой, қанат сөзбен біз жоқ. Бүйтейді, қашан келесің отпуске деп, барлығы жаңа өліп жүреді ғой. Қашан Бәнсаға жатып келсе де біз іздейді. Қой, андағылар. Бәнсаға артынан іздеп барамыз, жылайды барсаң. Иә, жылайды біздер. Бәнсада біледі, абласный Бәнсада. Бір айға сұрап кетсе, немен 5-6 күнде қайтып келеді ғой үйлеріне ағайындар. Мен ағайыныма барамын, бір айға кетемін деп кетеді. 3 айға дейін положено. Сол бір ай жүрсек 5-6 күннен кейін келіп келеді. Мен не болды десем, келдім мен. Қандай жақсы дейді бірақ. Ар жағында уже, ар жағында условия мысалы әркім. Анда барғаннан кейін 5-6 күннен кейін қайтып келеді. 5-ші күн сұрап кетеді ғой, ана бағып. Иә деп қайтып. 5-ші күні сұрап кетті, 5-ші күні кетті, қашан кетті, 1-ші күні келді. Мұнда туыстар бар ма? Таныстары бар. Алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Мен офицермін ғой, аға Мейірбекова болып жұмыс істеймін. 2001-ден бастап, осындай 24 жыл болды. 24 жыл. 24 жыл жұмыс істеймін. Осы іштегі ең көп жұмыс жасаған сіз боларсыз, 24 жыл дейтін. Пенсиядан кейін де жасап жатырмын қазір. Неге пенсиядан кейін жасап жатсыз, жаңа себебін айтып кетіңізші. Себебін айтқанда енді жаңа айтып отырмын ғой, осындай енді келгенде, жұмысқа келгенде старший аға Мейірбекова болып ешкім жасағысы келмейді, ответственный жұмыс қой енді көбіне. Жауапкершілік. Иә, жауапкершілік жұмыс. Қазірде де сол мен енді ешкім жоқ болғасын жасай тұрыңыз деп уақытша қалдырып отыр. Алам дейді ғой, енді ары қарай алады ғой старший. Сосын опыт бар деп жаңа енді кішкене қарттармен жұмыс жасағанда да айтып отырмын ғой. Біздерде тек медик болып жасамайды жаңағы. Оның психологический жағдайын түсінуім керек, қандай қиын кісі, оны мен жайлап түсіндіруім керек. Бізге жаңа тек айтқанда көтере алмайды қарттарымыз. Иә. Және бауыр басып, өзім білемін қай қарт қалай неге науқастардың жаңа ауырғанда қалай нету керек оларды. Сосын біздің қарттарымыз айтып отырмын ғой, медициналық көмек болғанда екінші поликлиникаға қарайды бізді. Екінші поликлиникаға жылына бір рет метасмотр өткіземіз. Метасмотр болғанда оның ішінде жаңа қан алу, рентгеннен өту, түгел өтуді өткізеді ғой метасмотр, сол кіреді. Сосын жылма-жыл өткіземіз, жылма-жыл. Екінші поликлиникадан. Қан аламыз, жаңа кардиограмма түсіреміз. Екінші поликлиникадан. Рентген обязательно қадағалап отырады. Сосын жаңа басшылығымыз, бұнда директорымыз болды ғой, ол кісі жақсы болды. Одан кейін де мына басшымыз келіп жатқан Сұлтанов Сайлау Шәкерович жақсы кісі. Жағдайымызды жасап жатыр. 4 врач алып новыйдан жаңалықтан жастар. Терапевтіміз, жаңа айттым ғой, невропатологымыз бар, психиатрымыз бар. Штатты көбейтіп, уход медсестралық жаңағы төменде қиын болғасын. Жалпы енді жағдайды көріп шықтық, оңай емес екен шынымен де. Онда жасау қиын емес, сіздің айтып отырғаныңыз өте қиын онда жасау. Негізі үйде бір ата-аналарын баға алмағанда былай ғой, бұларға не керек? Бұларға жаңа внимание керек.
орысша қазақша айтқанда көңіл бөлу керек. Қалайсыз ата, сәлеметсіз бе деп айтуымыз керек даже. Тек емдеп жатқан жоқпыз. Соның өзіне олар бізді күтіп тұрады. Мә жаңа амандаспай кеттің ғой деп. Сондықтан олар тек көңілді жүру керек, көңіліне қарау керек. Сол үшін біздің мына соцработниктеріміз бар, психологтарымыз бар, жаңа мәдени неміз бар, 4 услуг, да? 7 услуг бар? 7 услуг қызмет көрсетеді. Олар қарадан қарап жаңағыдай несі қалып жатқан жоқ, понимаетесь? Бәріне қарайды. Жүріп кетті. Түсінікті. Енді сіздің тәжірибеңізде 24 жылдың ішінде бір қатты есіңізде қалып қойған жағдай болды ма? Бір сіздің көңіліңізді босатқан немесе бір өзіңіздің ойыңызда жүреді ғой, бір сондай жағдайлар бар ма? Ойымызда болғанда келіп түсіп жатқанда мен өзім шындай деймін, аяймын. Мысалға, бұларды аяп қарағаннан сол жұмыс жасап жүр қой. Мұнда келгенде адам бұл сауапты жұмыс дейді ғой, енді негізі айтқанда. Құдай көріп тұр, сауапты жұмыс дейді. Енді неге сондай болды екен, сондай болып қалуымыз мүмкін бе екен деп қорқасың. Негізінде қазақты, енді қазақ балдары әке-шешесін тапсырған көрген жоқпын, жаңа айтайын. Енді ағайындарын да сынауға болмайды. Мысалы бір үйде ағайын болса, өз балаң өзіңе бағынса қалай? Енді ол үлкейесің, үлкейгеннен кейін ол қосып бағуың керек. Бұлардың да енді характері үлкейген сайын адамның характері өзгереді ғой жаңағыдай. Жаңағы ренжіп қалады не болса соған. Я аурушаң болады, ол ауру адамды бағып отыра алмайды, жастарда жұмыс жасау керек. Жаңағы ойлаймын енді қарттармен түсуді оңай емес. Аяймыз біз, сол аяғасын жасаймыз. Бір нәрсеге нету үшін аяп жаңағы ойбай ауырып қалды. Не етсе екен, дәрігерге қатса екен, қай жерде УЗИ-на жаңа даже обследовать етіп больницаға дейін өзім мысалға Алматыға салдық па? Астанаға салдық қой, да? Астанаға квота алып бердім бір жылға. Астанаға квота алып беріп, травматология жаздыртып, осы отырғанына Қанат деген соцработникіміз апарып кетті. Мен алып бердім, оны алу үшін де қиын болды. Сол, иә. Не то, что біз мына қаланың ішіне, басқа қалаға да салып алып операция жасатып алдық. Жұмыстарымыз, ортопедический. Сол осындай тұру бірталай көмектесеміз, жаңа ауыртпауға тырыстырамыз. Обследование қайда? Юраға ортопедический деген не бар? Ауыстырып келіп отыратын қыздар жылма-жыл. Алматыға барады жылма-жыл өзі командировкасына. Олар несі қиын, мұнда ауыспайды олар. Алматыға барамыз біздер. Не үшін ауыстырады? Аяқтар. Аяқтар. Манағы Жұмағалиев ата деген ол өзім қарап отырамын, контроль жасап. 6 ай сайын жаңағы неге жатып тұрады кардиоцентрға. Батарея. Іште әртүрлі адамдар бар екен. Мұнда учетта тұрған адамдар, сахармен ауыратындар бар. Жаңа психологический болды, кісілер олармен де алыстық. Бірақ ана Құлсардан ашылды, соған жіберіп жатыр. Қиын адамдар ғой. Тек қана қарттар емес, инвалидтер бар. Айтып отыр ғой жартылай. Жаңа тамақты ішсек те ішкен жоқпыз деп мойындамайтындар бар енді. Бірақ көріп тұр ғой. Укол салса да ұмытып қала ма? Иә, ренжиді. Оның бәрін қазір біздер фотоотчетпен жасап жатырмыз. Фотоға түрінде дейміз қыздарға. Ұмытып қалдылар. Оны кімге көрсетесіздер фотоны? Басшыларға ма? Біреулер айтып жатса біреулер нанып қалады ғой. Келеді қазір нанып қаласың біреу мынау укол салмаған екенсіздер ғой, тексер жасап отқандар сіздер. Ағайындар тексереді бізді. Жағдайлар қалай деп сұрайды. Сонда сөйтіп жауап береміз. Иә, түсінікті. Болды, рахмет көп. Жағдайлар жақсы көріп тұрсыз ғой. Показуха емес, любой уақытта келіп қараңыздар. Түсінікті. Оларды біз ренжітпейміз, бізді олар ренжітсе көтереміз біздер. Көтеруіміз керек, сол үшін ақша тауып отырмыз, қарттарымыз аман болсын. Біз де ойлаймыз, олар да кезінде болған кісілер ғой, ойламаған ғой, жүріп түсемін деп. Ойламайды ғой, алдымызда не ештеңе етпес деп. Ешкімнің басына бермесін енді бұндай жүрген жайлап жалпы азайып, жайлап жоқ болып кеткенін қалаймыз ғой, бірақ енді бір жағынан банағы атамен көргенде мысалға мүлдем ешкім жоқ та, ағайын жоқ, туысы жоқ. Ондай кісілерді кім бағады? Сіздер сияқты адамдар болмағанда, мынандай жер болмағанда мысалға. Мен осы жерде қызметкерлерге көп рахмет айтамын. Бұл жерге жасау оңай емес. Көмектеспегенде. Оңай емес. Бұл жерге жиіркенетін кісілер жасай алмайды айтатын жаңағы. Кім өзінің балаларын даже келіндеріміз болса кішкентай балаларының несінен қашып кетеді. Үлкен кісілер ғой. Бір кісі емес қой және. Біздің осы жұтып отқан ауылымыздың өзі де не емес. Күніне 40 адамның памперсін ауыстыру деген. Қанша ауру болады неше түрлі, онкологический де болады кейде. Қайтып атады, қайтқанда өзіміз нетіп жатырмыз. Моргқа жібереміз.
түгел жазып қаптамыз. Қиын екен. Түскеннен ауыр болып түседі ғой бізге. Здоров болып ешкім түспейді, қарттар үйіне.